ғылым арқылы санамдағы салмақтан арылам, өлең арқылы жүрегімдегі жүктен құтыламын. Қазір көңіл күйіңізде не тербетіп отыр десем, қалай? Анам жұмыс деген кітапхананы түсімде көріп жүремін. Өң мен түстің арасында рухыммен сапар зиярат етіп барып қайтатынды көретінмін. Өлеңді іздеп жүріп жазбаймын. Өзі келген өлеңнің көңілін қалдырмай қағазға түсіремін. Жай ғана бірақ сәттік жұбаныш әр кітап жазып біткен кезде құтылдым-ау деген сезім болады. Сіздің поэзияңызда бұрын соңды болмаған әдеби үдерісті байқаймыз. Мен жай ғана жырламауға мүмкіндігім болмағандықтан жырладым. Жазбауға мүмкіндігім болмағандықтан жаздым. Тұрғым келді орнымнан. Тура қазақтың орнымнан үш ұмтылып тұра алмадым деген халін сол кезде көрдім. Өлеңді жазайын деп жазбайсың ғой. Өлең өзі келеді емес пе? Ненің азабы жаныңды қинап, ұйқысыз түндерді өткізіп, осының бәрін неге келтіріп, жылап, еңіреп, азаптанып отыр. Ардақты ағайын, құрметті әлеумет, армысыздар. Бүгін қазақ әлемі сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері, дінтанушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты. Арнайы өзіміз ат тербетіп Алматыдан келгендегі қалап сұрап алған кейіпкеріміз Айнұр Әбдірәсілқызы. Қош келдіңіз, апай. Қош көрдік, рахмет. Сонау Астанадан ат тербетіп Алматыға жеткендегі қат-қабат жұмыстардың қиындығы біраз сіздерді мезеткенде болу керек. Кейде бір шын сүйіп істейтін шығармашылық жұмыстың барысы, өзіңіздің қазіргі қолға алып отқан кәсібіңіздің барысына қалай халықтың аттай қалап өзіңізді сұратып бір 3-4 талқы әңгіме сыр сұхбаттан кейінгі ой өзегіңізге түскен дүниелерге кішкене тоқталғым келеді. Қазір көңіл күйіңізде не тербетіп отыр десем, қалай? Дәл осы сәттер ұзақ уақыттан бері ескерусіз қалып келе жатқан. Менің болмысымда ешқашан дерлік ашылмаған дүние, шығармашылық туралы сұхбат өткіземіз дегеніңіз маған ерекше ұнап отыр. Өте көп адамдар қазір енді әлеуметтік қоғамдық өзекті тақырыптар қозғайды, рас, бірақ ол өзектіліктен тыста құндылықтар бар ғой. Адамның жан дүниесі деген, жан тәрбиесі, рух тәрбиесі деген ұғымдар қалып жатыр. Ал соның үлкен бір өзекті бөлігі шығармашылық, адам шығармашылығы. Осы көптен қозғалмаған тақырыпты қозғайтынымыз, мүмкін болса оның аясында жақсы ой пікірлер айтатынымыз. Осы нәрсе қазір көңілге едәуір серпін беріп отыр. Қала берді, қазір енді журналистік ортада кейде жай ғана хайп үшін сән болған тақырыптарды қозғап, адамдардың жеке өміріне араласып, ішкен мен жегенді, жүрген мен тұрғанды ғана сөз ету бар. Ал олардың барлығын ысырып қойып, мынадай салиқалы тақырыпқа ойысқалы отырғаныңыз мен үшін сондай жақсы серпінді жағдай болып отыр. Бәрекелді. Апа, енді шығармашылық деген кез келген адамның өн бойында болады. Ол тәңірден берілетін үлкен сый құрмет, бірақ оны Хакім Абай айтпақшы, қалап ары қарай жүзеге асырып, өсіп өндіретін өзінде нағыз энергетикалық қуаты біреуде бар болады, біреуде жоқ болады. Десе де байқап отырмын, бала жастан, кітап жастан өскен қазақтың қарапайым қыз ретінде, тек дәулеттің ұрпағын жалған мықты азамат ретінде сіздің поэзияңызда бір бұрын соңды болмаған әдеби үдерісті байқаймыз. Осы ең алғашқы оқыған кітабыңыздың, отбасыңыздың сіздің шығармашылығыңызға деген ықпалы қалай болды? Үрдіс қалай жүрді? Ең алғашқы оқыған кітабымды есіме алуым қиын шығар, өйткені мен оқымай тұрып кітаптардың суретіне қызығып, иісін иіскеп өскен адаммын. Өйткені анам кітапханашы болды. Яғни дүниеге келмей тұрып та кітапханада өстік, яғни құрсақта жатта кітапханада өскенбіз. Одан кейін мен үйдің кенжесі болдым. Сондықтан мен шамамен 4 жасқа келгенде менің алдымдағы әпкем, менен 2 жас үлкен әпкем мектепке барды. Оған дейін бірге ойнап жүргенбіз, жалғызсырауды білмеген шығармын. Содан кейін мен жалғызсырайтын болған соң анам кітапханаға алып барып жүрді. Сонда барлық адамдар айтатын еді, бұл жарты ставкамен кітапханада жұмыс істейді деп. Мен біраз уақыттан кейін мектепке барам деп қиғылық салғам ғой. Мен де әпкемнен қалмай мектепке барам деп. Сонымен 4 жасында мектепке барғанмын. Бірақ кеш ойланған көрінемін. Қарасам, елдің алды сөйлем жазып үлгеріпті. Содан біраз отырып, ақыры бұл болмайды екен, келесі жыл қайтып келейін деп қайтқан болуым керек. Қайтқанда кітапханаға қайттым. Сонымен келесі жылға дейін 1 жыл бойы кітапханаға барып келіп жүргенбіз. Ең алдымен кітаптардың суретіне қызығып, кітаптарды бала кезден бір әдетім бар еді, иіскеп көретін. Соған қатты қызығып өскенбіз. Мектепке бармай жатып-ақ әріп таныған кезіміз болды. Сондықтан нақты қай кітапты бірінші бастаған мен есімде жоқ. Бірақ сол кітап иісі, кітап әлемі, түрлі түсті суреттер әлемі, кітапхана әлемі деген менің бала кезден аңсар мұратым болып қалып қойған дүние. Әлі күнге дейін кітапхананы түсімде көремін. Анам жұмыс істеген кітапхананы түсімде көріп жүремін. Одан кейін
Арада қанша жылдар өткенде сол кітапхана түсіме кірген кезде арнайы барып кітапхананы ашып көріп сағынышымды басқан кез болды. Кітапхананың алдында анамның су алған бұлағы болушы еді. Бұлақ болатын. Сол бұлақты барып қайта көзін ашып неше жылдардан кейін барған кезіміз болды. Жалпы бұл өзімен де бір үлкен өзекті тақырып. Кітапхана мотиві менің түсіме үнемі кіреді тұрады. Бұған енді кейінірек тоқталармыз. Ал қазір жаңағы айтқандай отбасыңыздың әсері қалай болды дегенге келсек, бірінші кезекте осыны айтар едім. Өйткені ауылға кітапханаға келген кітаптар өзіміз кітапқа құштар болғандықтан бірінші біздің қолымыздан өтетін, одан кейін басқа оқырманға жететін. Сондықтан кітапханада 11 мыңға жуық кітап болса, соның басым бөлігін оқыдық деп айта аламын. Оған қоса енді өзіміздің де керемет құштарлығымыз бар, Құдай көңілге салған махаббат деп айтамын мен үнемі. Бала кезден оқуға деген ерен құштарлығымыз болды. Тіпті мына қарапайым ғана әдебиеттің өзін қарапайым ана тілінен бастадық қой біздер, әліппеден бастадық. Мен қазір ғана есіме түсіп отыр. Мен жаңағы 4 жасымда әпкем мектепке барды дедік қой. Сонда әпкем жаңағы әліппедегі тақырыптарды оқып отырса, мен әлі әріп танымаймын, жаттап алатынмын оны. Суретіне қарап, әпкемнен бұрын айта беретін әдетім бар еді оны. Сол секілді солай ерте жақсы көргендіктен, ерте ықылас болғандықтан болса керек, кітап әлеммен ерте қауыштық, сүйіп оқыдық. Одан соң енді Құдай берген есте сақтау қабілеті, мен өте жылдам есте сақтайтынмын. Өте көп нәрсені тек бір-ақ рет оқығаннан, бір-ақ рет көргеннен есте сақтайтынмын. Оның да бір шабыт берген, құлшыныс берген сипаты әсері болған шығар. Осы Құдай көңілге салған махаббатпен өте ілім білімге құштар болдық. Бәрекелді. Адамның туа бітті табиғатында өзінің түп шежіресінде, нағашы жұрты болсын, өз жұрты болсын, екі әулеттен де сіздің баға бұйырыңызға бұйырған тектілік, жалпы біздің сонау Шыңғыс тұқымы деп жатамыз. Хандар әулетінен өзіңіздің төлтума таралған жұртыңыздың барлығы. Осының айтарлықтай әсері әбден болуы мүмкін. Біз орта жүз қоңыраттың ішіндегі жетімдер деген ру боламыз. Сол жетімдер деген сөз былайша айтқанда кодталған сөз. Оның негізгі мәні, енді қай уақытта болса да Шыңғыс хан тұқымы Қоңырат руымен етене байланыста болды ғой. Нағашы жұрты да сол болды, қайын жұрты да сол. Одан кейінгі иық тіресе бірге жорықтас болған сапарластар да сол жақтан көбірек болды. Сонымен қай уақытта болса да хан төрелер тұқымы қандай да бір қиын кезеңдерде Қоңыраттарды сағалаған. 17-18 ғасырда, әсіресе 18 ғасырда Қоқан Хиуа хандықтарының тұсында хан тұқымдарына шабуыл жасау күшейгенде, немесе өзара әртүрлі қырқыстар болған кезеңдерде көптеген төрелер тұқымы осы Қоңыраттарды сағалап қалған екен. Сонда жетімдер деген атпен негізі төрелердің тұқымын біріктірген. Біздер есал жетімдер болсақ, сол біздер атам төреден тараймыз. 40 қақпалы Қарашықтың ханы Бегалы хан деген болған. Оның жалғыз қызы Сұқсыр ханым, ол атам төреге тұрмысқа шыққан. Сол атам төремен Сұқсыр ханымнан тараған ұрпақтар біз боламыз. Енді мысалға Қатаған Жайма жетімдерлер, олар Тұрсын хан мен Жайма бидің ұрпақтары. Тура сол секілді жетімдерлердің бір бөлігі Мәмбет төренің ұрпақтары. Сондықтан осы елдің, біз енді Қоңыратқа ешқашан өзіміз жат санаған емеспіз, кірме де санаған емеспіз, өз бауырындай болып өскенбіз, өз баласындай болғанбыз. Ал бірақ негізі тұқымымызға келгенде жаңа сіз айтып отырған Шыңғыс хан төре тұқымдары екеніміз рас. Ал енді ана жұртынан біз енді ұлы жүзденбіз, бірақ сол ұлы жүздің үлкен үш атасы бірдей. Домалағаны арқылы, Нұрила домалағаны арқылы, Бәйдібек ата арқылы, енді негізінен алғанда әрине Яссауидің шөбересі болып келетін Домалағаны арқылы Яссауиге барып ұштасады. Оның арғы жағында пайғамбар әулетінен тараған тектілік те бар енді. Сондықтан осындай жағдайлардың әсері бар. 41 ата-бабамыз хан болған тұқымнанбыз, 41 нағашымыз әулие болған тұқымнанбыз. Менің осы сізді сұхбатқа шақырғандағы себебінде әртүрлі кейіпкерлер ортамызда болады. Десе де сіздің хал қадіріңізше осыған уақыт бөлуіңіздің өзі үлкен абырой, мен үшін үлкен құрмет. Бірақ бисмилля деп қалам мен қағазда серік еткен күннен бастап сіздің жан дүниеңізді тебіреткен ол поэзия. Әрине қасиетті оңтүстік өлкесі тұтас талай дарындарыменен небір әулиелерді әлдилеген өлке. Сол өлкеге деген аңсарыңыз қазір әр сәт сайын ауып тұра ма, жоқ әлде мезгіл мезетінде ғана барып тұрасыз ба? Ол адамның аңсары ауған сәтте бара қою мүмкіндігі жоқ қой. Баяғы қазақтың халық әндерінде айтылатындай, қос қанат құсқа біткен маған бітсе, бармас пем қалқадайға әлденеше дегендей, қос қанат құсқа біткен бітіп жатса, әрине адам жиі туған өлкеге барып тұрғысы келеді. Бұл аңсар менен ешқашан арылған емес. Менің өлеңдерімде де өте көп айтылады ол жайында. Тіпті бір барамын деп қатты ниет етіп бара алмай қалған кездерім болған, мемлекеттік қызметте жүргенде. Сол жерде бақыты бар пенделерден бас құрап, көшті керуен менің туған жеріме деп келетін бір өлеңдер бар. Соңғы жолдары солай. Сонда жалған сорға жаттығымда сезіне, күбірлеймін күрсініспен көзіле.
менің рухым Түркістанда түнеулі, өз сәлемім жеткізесің өзіме деп. Яғни мен қай уақытта, сыртта болсам да, барлық уақытта менің рухым сол Түркістан жерінде болды. Түмен бап өткен Түркістанда болды. Қала берді. Қай өлеңді қарасаңыз да сол бір рухани сағыныш бар, ерекше сағыныш. Шама келген кездің бәрінде барып тұрдық. Түркістаннан кетерде де менде Түркістанмен қоштасу деген тұтас цикл жазылған, үлкен цикл. Өте қимай қоштастық. Ол менің кететін ойым жоқ кезде 6 ай бұрын Аянмен келе бастаған өлеңдер еді, бірақ сол Аянның соңы шындыққа айналды. Сол сағыныш, әлі де сол сағыныш. Түмен бап өткен өңірден бақ бұйырмай бармақтай арманда кетіп барамын дейтін бір өлеңдер болатын. Жалпы есімде, бірақ өлең оқып отыра бермейміз ғой. Сондықтан жалпы ойларымды айтайын дегенім. Одан кейін де мәселен маған ол ел өмір бақи тазалықтың, мөлдірліктің, жақсылықтың отаны іспетті болып қалды. Әрине ол елде де сан түрлі жандар, сан түрлі оқиғалар бар екенін білем ғой. Бірақ біз ең басты біздің тап-таза, біздің мөп-мөлдір кезімізде тұнығын ішкен жеріміз ғой. Сондықтан ол бізге солай күйінде қалады. Мен тіпті Астанаға алғаш келген кезде сұрайтын. Мен енді туған жерден кеткеннен соң Алматыда болдым. 6 жыл Алматыда ұлттық ғылым академиясында жұмыс істеп осында болдық. Одан кейін шақырумен арнайы Астанаға ауысып бардым. Сонда барған кезде сол жердегі ақсақал деген кісілерден сұрайтынмын. Өзіміздің араласқан ортадағы. Осы елде әулие бар ма өзі, зиярат етуге тұратын деп. Сонда ол кезеңде олар да көп нәрсені білмейді. Қабанбай батырдың өзін кейінірек барып олар қабірін тауып белгілеп деген секілді солай етті. Сондықтан айналадағы басқа кісілер туралы да онша хабарлары болмады. Сонда шыққан бір өлең бар еді. Ең соңғы жағы: зайырлыға заман қосқан зиялат, қаны кепкен қайран рухқа қиянат. Тынып іштен тірлігіңді жалғайсың, түмен бапқа түсіңде етіп зиярат деп. Сонда өмір бақи түсімізде зиярат етіп жүрдік, түсімізде елді көріп жүрдік. Енді мен осы сағыныштың бір қызық жайтты айтайын. Таза рухқа көшкен жағдайын. Негізі адам рухының мүмкіндігі зор ғой. Адам бағалай білсе, рухын таза ұстай білсе, рухтың мүмкіндігі зор. Мен өте қатты сағынған шақтарымда, кәдімгідей өң мен түстің арасында рухыммен сапар зиярат етіп барып қайтатынды көретінмін. Мәселен, ол Алматыда, бұл тіпті кейініректегі кезеңнің өзінде болды. Қателеспесем, осы 2006-2007 жылдары болған секілді, қазір анық есімде жоқ. Сол кезеңде мынадай жағдай болатын. Елді қатты сағынған сәттерімде ұйықтап жатқанда ұйқыда емес, өң мен түстің арасында сияқтымын. Өйткені иістерді, түстерді сеземін, өзеннің дауысын естимін. Кәдімгідей өзімнің ауылымда, біздің үйдің дәл жанында өзен ағып жататын. Сол жерге барып, сол көпірде тұрғанымды толық сезінемін. Және қараңғылық қой, түннің жарымы. Ай сәулесі түсіп тұрады, қасымнан адамдар өтіп бара жатады. Олар мені көрмейді, өйткені енді мен рух деңгейінде барып тұрмын ғой. Олар мені көрмейді, бірақ мен оларды көремін, танимын. Қолдарында қандай зат бар екенін де білемін мәселен да. Сонда егер ол адаммен байланысың бола қалып ертеңіне, сен кеше түнде пәлен уақытта осы жерден өттің бе десең, әрине өттім деп айтар еді. Сонда адам таза рухымен де барып сағынышын баса алады екен. Осындай да кезеңдер болды. Содан кейін мен Алматыда жүрген кезімде көбіне көп елге сол кезеңде көліктің ыңғайы солай болды да, түннің жарымында келетім. Түнгі сағат 3-те, 3:30-да. Сонда үйге кірместен, өзеннен өтіп келеміз, көпірден үйге кірместен, үйдің сыртында үлкен енді отырғыштар бар ғой. Сол жерде отырып, жұлдыз аспанға ұзақ қарап, әбден сағынышымды басып барып кіретінем. Кейде ол кезеңде өлеңдер туындайтын. Мысалы, осы бір өлең: сұлулықтың суатына қанған күн, ұлылықтың мұратына жалғандым. Боздап өткен бабалардың бағына, мен 1000 жылдық үзілмеген арманмын. Көріп өскен көк пен жердің кеңдігін, теріп өскен ен жалғанның шер мұңын. Жазмыш сынды жыр дарыған жанына, ұлы дала перзентімін мен күнім деп келетін өлең. Осы менің әлі есімде, далада аулаға кірмей тұрып, сыртқы далада отырып, жұлдыз аспанға қарап отырып туындаған өлең еді. Негізі астроном болам деп армандаған адаммын. Сондықтан аспан, жұлдыздар, ол да менің өмірлік аңсарым. Осы жасқа жеткенше де аңсайтынымыз бар. Сондықтан бұның барлығы да адамның жан дүниесінде құбылыстың барлығы еріксіз өлеңге көшеді ғой. Ауылдағы ауыл аймақ, әсіресе қазақтың бүкіл қанына сіңген қасиет. Бір ауылдан бір мықты азамат шықса, әлдилеп әкеліп, соның абыройын асқақтатып, тұтас ауылдың мақтаныш ретінде көреді. Оның ішінде әке-шешенің абыройына берілетін атақтың өзі бір бөлек. Мысалға, күнәһар адам баласы күнәсіз жерге қош келдің деп, осы бір өлең тармақтарының өзінде үлкен философиялық ой жатқан секілді. Қажылық күнделігі деген цикл содан шығады. Топтамаларыңыз әдебиет порталындағы диктор бауырымыздың оқуымен керемет бейнелеп берілген екен. Енді ойлап отырмын, апай мысалы алғаш қағаз қаламындағы әсер, оны
жүректің сүзгісінен өткізу және осы нағыз қаламгерім айта алмам, маман болам дегендегі ынтызарлықта сізге кім әсер етті, кім түрткі болды Мен ұстаздарыңыздан? жалпы ешқашан ақын болам деп ойлаған да жоқпын, армандаған да жоқпын, қалаған да жоқпын, керек те қылған жоқпын. Менде мүлде ондай өлеңге деген құштарлық болған жоқ. Менде жай ғана өте мол сезімдер болды, өте зор сезімталдық, өте зор серпін болды, сол өзі өлең болды да түсті. Мен бұрыннан айтатыным бар, өмір бақи осыны айтып келе жатыр. Міне өлең жазуды 9 жасымда бастаған болсам, қазір міне 41 жыл болды ғой. 41 жыл өмір бақи айтып келе жатқан сөзім бар. Өлеңді іздеп жүріп жазбаймын. Өзі келген өлеңнің көңілін қалдырмай қағазға түсірем деп. Ешқашан өлеңді іздеп көрген емеспін. Бұған Құдай куә. Бірақ Құдайдың берген бір үлкен аманаты жай ғана соншалықты ауыр сезім серпіндері қысқанда, текті таланттың таланттың тегеуріні қысқанда, қала берді сезімнің серпіні қысқанда, тереңнен қазып алынбайтын көмілі қор болмайды деген менің бір зерттеу еңбектерімде сондай сөздер бар еді. Әдеби зерттеулерімде сол секілді бұл тереңнен тартып алынатын, мысалға тартып алынатын дүние. Мысалға шығыршықпен суды айдағанда, су диірменмен қатты қысыммен төменнен су көтеріледі ғой. Тура сол секілді бұл қатты қысыммен өзі көтеріліп шығатын дүние. Өлең жазу туралы ой болған емес, кітап жазам деген ешқашан мақсатта ойда болған емес, ешқайсысын қалап жазған жоқпын, керісінше азаптанып жүріп, Құдай-ай, осыны неғып, неге берді маған, неге менен басқа біреуге бермеді деген секілді солай болады. Жай ғана бірақ сәттік жұбаныш, әр кітап жазылып біткен кезде құтылдым-ау деген сезім болады. Жүрегіңдегі жүктен арыласың. Менің тағы бір үнемі айтатын сөзім бар. Алла тағаланың маған берген екі түрлі сыйы бар демін. Ғылым арқылы санамдағы салмақтан арылам, өлең арқылы жүрегімдегі жүктен құтыламын деп. Жүрегімдегі жүктен құтылдым. Бар болғаны сол. Менде ешқашан құштарлық болған жоқ шығармашылыққа деген. Мен жай ғана сезімнің серпінен содан құтылудың жолы шығармашылық екенін білгендіктен мен бейсаналы түрде жасаған адаммын. Бейсаналы түрде 7 жастан бастап бүкіл өмірімді хатқа түсірдім, күнделік жаздым. Ол қаламды ұштайтын рас. Ой, қалам ұшталып келе жатыр, керемет болып келе жатыр, мен одан ләззат алған емеспін. Мен жай ғана жаздым. Мен жай ғана жырламауға мүмкіндігім болмағандықтан жырладым. Жазбауға мүмкіндігім болмағандықтан жаздым. Ешқашан міне осы сәтте менің тағы да ойыма келіп отыр, Құдай куә, шығармашылыққа деген менде ықылас, ынтызарлық болған жоқ. Ешқашан болған жоқ. Келді, жаздым, қинады, қысты, жаздым. Бар болғаны сол. Ал енді ғылым мәселесіне келгенде, ғылыммен біраз айналысып, ғылымда өте көп нәрсе ғылымға бере алатыныңа көзің жетіп, сол жерде қаншама адамдар түсіндіре алмай жүрген құбылыстардың қыр-сырын аша алатыныңа көзің жеткенде, міне ғылымда әжептәуір шығармашылық менде ықылас болды. Ынта болды ол жерде. Кітап оқуға деген зор ықылас, білімге деген ол бар. Соның арғы жағы ғылымға деген зор ықылас, ол бар. Енді өлең кешірсін деген сияқты өлеңге деген ықылас ешқашан болған жоқ. 14 жасымда жазылған Өлең тағдыр деген менің өлеңім бар. Ол жерде солай, амал жоқ осы нәрсеге көнгендігім көрінеді. Сол секілді Тағзым деген бір өлеңім бар. Ол осы Мезгілсіз дәурен деген кітабының ең соңғы сөзі, сол кезеңдегі соңғы сөзі. Сонда ең соңғы жолдарында: жазмышқа жырсыз нандым ба, тағдырым сендік демебем, тізерлеп тындым алдыңда, мойынсал еттің мен өлең. Еріксіз жанды ел етсең, бейдауа халім біле кел, тілеусіз тұтқын керексе, жетеле дағы жүре бер, деп келетін жол бар еді. Еріксіз, былайша айтқанда, еріксіз поэзияның алдында тізерлеп тындым деген нәрсе тұр да мұнда. Мен оны қалаған жоқпын. Және бұл өлең неден кейін жазылды? Бұл өлең Мұхаммед пайғамбардың Данияда карикатурасы жарияланғаннан кейін. Мен ол кезеңде мен Алматыда едім. Бұл 2006 жылдың басы, қаңтар айы болатын. Сол кезеңде сондай сұмдық хабарды мен кәдімгі отырған күйде, жер үстелдің басында отырған сәтімде естідім. Жаңалықтар болып жатқан, әдетте жаңалық қарамайтын адам сол кезеңде қарай қалдым. Тура сол жерде осылай Мұхаммед пайғамбардың карикатурасы жарияланды деген сөз. Тек сол ғана естігенім, қалған не айтып жатқанын мен естіген жоқпын. Тұрғым келді орнымнан. Тура қазақтың орнымнан үш ұмтылып тұра алмадым деген халін сол кезде көрдім. Аяқ қолым дірілдейді, тұра алмаймын. Тұрғым келеді, тұра алмаймын. Сөйтіп, ойпырмай, адам баласы бұдан артық тағы қандай азғындыққа барар екен деген ой келді да маған сол сәтте. Одан соң осы кезеңде Ақырдың пайғамбары деген өлеңім туындады менің. Осы жалғасы ертеңіне туындады деген секілді. Ең соңғы жағында көңілге күнде түнек, ойымның ойран бәрі, үкім айт үмбетіңе, Ақырдың пайғамбары деп келеді. Яғни мынау сені арашалай алмаған үмбетің қандай үкімге болса да лайық деген наза тұрды ғой енді ол жерде.
Мойынсал момын елің серт үшін сайланбады, қоғамның қорым едім, ақырдың пайғамбары деп келеді. Сосын көңілге күнде түнек ойымның ойран бәрі, үкім айт үмбетіңе ақырдың пайғамбары деп аяқталды. Осыдан кейін барып мен сол кезде осындай ассоциациялық ойлар ғой, сол тізерлеу өлеңнің алдында да тізерлеу екенін түсіндім да, осыдан кейін бірден жаңағы тағзым деген өлең келді да, тізерлеп тындым алдыңда, мойынсал еттің мен өлең деген сол кезде. Мен сол кезеңде ғана, ол қанша жаста еді, 30-ға келген шағымда мекен, өлеңді аздап мойындадым десе болады. Оған дейін бой бермей келген адаммын негізі өлеңге. Ол осылай, барлық нәрсе құштарлықтан болу шарт емес. Сосын арада мынадай бір сұрақтар қойылып қалады. Бұл жиі жас кезде жиі қойылатын, қазір Құдайға шүкір оны ешкім қоймайды. Сұрақ ескірген шығар шамасы. Өлең жазып жүрсіз бе, жоқ жазбай кеттіңіз бе деген сөз қойылатын. Мен таң қалам, сондай да ұғым бола ма деймін да. Өлеңді жазайын деп жазбайсың ғой. Өлең өзі келеді емес пе деп. Сондай да сұрақ бола ма? Сосын өлеңді қалай жазасыз деген сұрақ болатын. Соған мен таң қалатынмын. О тоба деп. Мына өлең жазып көрген адам ба жоқ деп әжептәуір ақын болып жүрген адамдардың, жас ақындар да сондай сұрақ қояды да. Осындай да сұрақ болады екен деп мен таң қалатынмын. Өзі өлеңді жазу деген не деген сұмдық деп ойлайтынмын да. Өлең өзі келеді ғой, тек қағазға түсіресің. Әрине, сол сәтті ұстау керек. Сол ауыр, сойқы сезімдерді, сенен сезімтал адам болғасын, онсыз да оны ұзақ та табанды түрде сезінесің ғой. Сол сезімдер өлең болып өзі-ақ туындайды ғой. Бір кезеңдер болады, бір теңеудің ұстатпай жүретін кезі болады. Осы сойқы деген сөзін мен көп қолданамын. Мен басқа адамдардың өте сирек қолдандым, тіпті қолданбады ма, оны байқамадым. Сойқы бір теңеулер ұстатпай жүреді. Ондай сәт болады. Ұстатпай кәдімгідей бір Пушкиннің өзі айтқан екен, бейшара орыс тілі не деген кедей едің деп. Өйткені өзінің ішіндегі сезімді жеткізе алатын сөз таппаған ғой. Ал біздің қазақ тілі Құдайға шүкір өте бай. Өзіңнің сезімді жеткізетін сөз міндетті түрде табылады. Мысалға ой жады деген, сойқы деген, ес танды деген сияқты сөздер мысалға менің поэзиямда жиі қолданылатын. Ондай өлеңдер шығады, сөздер шығады, теңеулер. Сол теңеулерін ұстатпайтын кезі болады, басқасының барлығы өзі келіп өзі қойған өлең. Өлеңді ешқашан, бір жолын, бір сөзін мен ешқашан өзгертпеймін. Өлең түгіл мен күнделіктерімді де өзгерте алмаймын. Мынау менің махаббатнамам, Хикмет ғұмыр деген кітаптар. Хикмет ғұмыр Аллаға жазған хаттар, күнделіктер, соңы өлеңге айналған. Тура сол секілді менің махаббатнамам адамға жазған хаттар, күнделіктер, соңы өлеңге айналған. Осы екеуінде де мен бір ауыз сөз өзгерткен емеспін. Тіпті мына Шайхым Ахмет Яссауи өткен жылдың туындысы ғой. Бұны да кейінірек халыққа сәл қиын болып қала ма, өзгертсем бе деген ой келеді. Бірақ ойлап қарасам, өзгертсем мүлде қисын келмей қалады. Сондықтан ешқашан бір жазған дүниеме қалам тигізіп көрген жоқпын. Мысалға, марқұм Болат аға Атабаев, қазақтың әйгілі режиссері, сол кісі осы дүниеден қайтар кезде Абай каналына сұхбат берген кезде мынандай бір ойды тілге тиек етеді. Есенғали Раушанов екеуінің әңгімелескен әңгімесі қазақ әдебиетінде үлкен материал болып жарияланған болатын. Сонда аға айтады, Хауа ана, Хауа ата поэзия тілінде сөйлескен ғарышта. Біз сол поэзия тілінен арылып, қазір қара сөз күйіне түстік. Ал біздің қазір Есенғали Раушанов секілді ақылдар солардың бір сынығы ғана дейді. Осыған қаншалықты келісесіз? Мұндай тұжырымдармен келісу де шарт емес, керісу де шарт емес. Ол бейнелі түрде айтылған бір дүние. Ол да өзің сондай бір ерек сезімдерін, сондай бір ықыласты күйін, разылық күйін солай жеткізді. Бұл дүниеде, мынау жалған дүниеде, дүнияуи өмірде теңеу жоқ бір тамаша поэзия туындағандықтан, теңеу жоқ, бұл дүнияуи өмірге қимайтындай деңгейде бір тамаша шығармашылық серпін бар болғандықтан сол туындыларда соған сондай дүнияуи өмірге сыймайтын теңеуді айтты. Ал оны сол күйінше алудың ешқандай қажет жоқ. Адам ата мен Хауана алдымен ол жарықтықтар қаншалықты сөйлесе алды. Поэзия өлең оқымақ түгілі, поэзия түгілі, заттардың атауын жаңа ғана біліп жүргенде бір-бірімен сөйлем құрап сөйлесті ме? Оның өзі де күмәнді нәрсе. Әрине, адам, егер біз таза осы жерде ислами қисыммен ала қоятын болсақ, адам жаратқаннан кейін Алла тағала оған бүкіл заттардың атын үйреткен дейді. Тіршіліктің атын үйреткен дейді. Содан кейін ілім берген. Жалпы періштелерге де Алла берген ілімді біледі, бермегенді білмейді. Сол секілді адам ата Хауана да Алла берген ілімді біледі, бермегенді білмейді. Бәлкім оларға сөйлесе алатын деңгейде білім берген шығар. Сөйлесе алатын мүмкіндік, сөздердің аты айтылды, үйретілді ғой, атаулар үйретілді. Сондай нәрсе берілген шығар шамасы, ал бірақ олар қаншалықты деңгейде сөйлесті бір Алла біледі. Бірақ ең бастысы сол, белгілі бір кезеңге дейін адам ата Хауана пәк жаратылыс болды ғой. Пәк,
тазалық болды, шынайылық болды. Жұмақ дәурен, ол дәурен. Жұмақ дегеннің өзі күнәсіз мекен деген сөз ғой. Олар күнәсіз мекенде өмір сүрді, күнәсіз тілмен тілдесті, күнәсіз жұп болды бастапқыда. Одан соң жаңағы айтыла беретін тыйым салынған жемісті жегеннен кейін болмыс өзгерді, бәрі өзгерді де, оған дейін оларда жан мен рух қалауы ғана болған болса, одан кейін басқа нәпсіл қалаулар да пайда болды. Міне содан кейін барып біздің жалпы болмысымыз өзгерді ғой. Менде де Хауа-ананың зары деген бір өлең бар. Осы өлеңнің туу тарихына тоқталайын. Негізі өлең ғайыптың ісі деген рас. Ғайыптың ісі болжаусыз деп мен үнемі айтамын. Осы өлең туындағанда бұл кәдімгі менің көптеген өлеңдерім автобуста туындаған. Мен автобуста келе жатқанда бұл Астана қаласында болды. Мемлекеттік қызмет жырлары деп айтам, менің Қош бол аспан деген кітабым, соңғы поэзиялық жинағым Қош бол аспан болды. Сонда сол кезеңде келе жатып, автобуста келе жатып, көзім түсіп кетті бір көрініске. Ерлі зайыптылар баласын жетелеп келе жатыр, шанаға мінгізіп алған. Қателеспесем, ер азамат жетелеп келе жатты ғой деймін. Әйел адам қасында, ер азаматтың жүзі жадыраңқы, әйел адамның жүзі салыңқы, қабағы салыңқы. Осы екеуін, бірақ сәт, осы көрінді, болды, бітті. Сол сәтте алдымдағы орындық босай қалды да, мен сол жерге отырдым. Арғы жақ шетіне отырдым да бірден қалғып кеттім. Негізі өзі жаңағы поэзия келетін сәтте деген секілді өң мен түстің арасында бір халдер болады ғой. Небәрі 2 аялдама ғана қалған. Сонда да біздің қайбір ұйқысығанған адамбыз дейсіз. Мен ширек ғасыр ұйқысығанбаған адаммын деп айтам ғой өзімді. Және менің алғашқы поэзиялық жинағым Мезгілсіз дәурен. Соны мен қалжыңдап айтатын бар, ол негізі ұйқысыз дәурен болатын деп. Мен енді шартты түрде Мезгілсіз дәурен деп атадым ғой деп. Сол секілді ұйқысыз дәурен, қатты шаршап тұрғандықтан бір сәт болса да отырайыншы деген ой келген ғой. Сөйтіп отырым, сол сәтте қалғып бара жатырмын. Бір сәтте, енді бір аялдамадан соң түсуім керек қой, екінші аялдамада. Бір сәтте қайтадан ояндым, ойыма өлең жолдары келіп жатыр. Жазымыш боп тартар жұмақы жанды, сыр құмарлықтың алауы жанды. Тәнімнің емес жемісте сол бір жанымның бәлкім қалауы барды деп келіп жатыр да. Анау тұрған көрініспен бұл нәрсенің қандай байланысы бар екен, мысалға, есті адам айта алмайды. Оны тек қана шығармашылық тұлға жайлап арғы жағынан әйтеуір бір тіндер шығару мүмкін. Демек, менің санамда бұрында жалпы осы жаңағы тыйым салынған жемісті жеуге қатысты қандай да бір ойлар жүрген ғой. Мен мысалға дәл сол сәтте ол ойлар менің есімде жоқ. Ол сезімдер де менің есімде жоқ. Шамасы, сонда қарасаңыз, өзектің идея қандай болып тұр? Хауа-ананың атынан айтылған сөз, Хауа-ананың зары. Тәнімнің емес жемісте сол бір жанымның бәлкім қалауы барды деп тұр да. Ол менің нәпсілік құмарлығым емес еді. Ол менің сыр құмарлықтың алауы жанды деген сөз тұр. Ол менің белгісіз танылмаған нәрсеге деген құштарлығым еді. Білместі білгім келген нәрсе еді деген ұғым тұр да. Оның арғы жағында сонда үлкен жан қалауы, қала берді рух қалауы деген ұғым тұр арғы жағында. Жазмыш тағдыр боп тартар саналы жанды, сыр құмарлықтың алауы жанды дейді. Сонда соның арғы жағында менің тағдырым содан туындады ғой деген нәрсе. Сосын бұның арғы жағында белгісіздіктің дерті күштеді, тағдыр боп тапты толқын іштегі. Жұмақты жайлап, сезінбей сүймей, періште болу қорқыныштеді дейді. Мысалға, осындай ой маған ешқашан келген емес. Ешқашан келген емес. Сонда қарасаңыз, Хауа-ананың жаңағы бір рухани ынтызарлығы, жан қалауы деген нәрсе осындай жолдармен өріліп жатыр. Белгісіздіктің дерті күштеді. Белгісіз нәрсені білгім келеді. Белгісіздіктің дерті күш деген әркім-ақ түсінеді. Тағдыр боп тапты толқын іштегі деп. Сол білместі білуге деген толқын менің тағдырым болып шықты деген нәрсе ғой. Жұмақты жайлап, сезінбей сүймей, періште болу қорқыныштеді дейді. Мысалға, бұндай ой маған ешқашан келген емес. Жұмақты жайлап, шынымен-ақ солай екен ғой. Періште өмір сүрсең көңілсіз болатын шығар сірә. Өйткені ол жерде адамда да биік аңсарлар сезімдер бар. Нәпсі болғанымен, басқа болғанымен, сол нәпсінің арқасына туындайтын биік аңсарлар да бар, биік рухани махаббат та бар. Сондықтан міне, бұл поэзия өз жолын өзі салып отыр. Таным өз жолын өзі салып отыр. Сана айтқысы келген нәрсені өзі айтып отыр. Сондықтан міне, осындай тамаша дүние шықты арғы жағында. Сөйтеді, ең соңғы жағында жұмыр жер болғай жәннатым менің деп аяқталады өлең. Ең соңғы жағында болмыстан берік бар ма тірегім, адами ғұмыр арда тілегім. Жандауа жоқпен жол тарттым жырақ, жұмыр жер болғай жәннатым менің дейді. Тағы да қарасаңыз, тән құмарлық үшін кетіп бара жатқан жоқпын, жан құмар үшін жандауа жоғымды іздеп бара жатырмын. Ендігі жәннатым жұмыр жер болғай деп, қандай қиыншылыққа көніп тұрса да сол сөзді айтады. Арасында да бір қызық нәрсе бар. Арман мен ажал айрылмас мұң боп, жұмақтан жылап айырылдым сол күн дейді.
қызық. Негізінен алғанда тағы да айтамын, ешқашан ойыма келмеген нәрселер бұл менің. Бірақ кейін қараймын да, иә, менің болмысымнан, менің санамның рух пен жанның қауышқан сәтінде осындай нәрсенің тууы заңды деп ойлаймын да. Қарасаңыз, тұтастай жаңағы Хауа ананың зары деген өлең бұл. Бұл өлеңді бір тұтастай оқығанымыз жөн болатын еді негізі. Біздің Қазақстан жазушылар одағында пәленбай ақын менен жазушы болсақ десек те, бірақ сіз бүгінгі поэзияға деген іркес-тіркес үйлесімді ойды алғаш ортаға салған адам деп білем. Өйткені Жаркен Бөдеш аға өлең жазылмайды, өлең туады деуші еді. Рас, тумысынан Тәңірінен сондай бақ бұйырып шынайы ақын боп, сол ақындық сертіне адал болған азаматтарды да білеміз. Енді поэзиядан біртіндеп жаныңызды тербеген дүние ғылымға қарай ауысты. Осы ғылыми дүниеге келу, оның қыр-сырын меңгеру және ол әуелгі алғышарт болған Тәңірінің тікелей бұйрығымен байланысты шығар. Енді бұл ең бастысы баяғы айтылған Құдай көңілге салған махаббат деген нәрсе. Негізі Құдай көңіліме бірінші ілім-білімге деген махаббат салды ғой. Өлеңнен бұрын. Жаңағы айтқандай 4 жасымыздан қолымызға кітап алып жүргеніміз сол. Ал өлең жазу 9 жаста басталды. Онда да мен бір өлең жазып жүрейінші деген тіпті сол мен таңғаламын да. Балалықпен өлең жазайыншы деген ойда келмепті маған. Қалай туындаған мен есімде жоқ, бірақ сол ең алғашқы бірақ шумақ арман деген өлең бар. Күрделі өлең өзінше. 9 жасар баланың жазатын дүниесі емес. Сонда қарасаң, сол кезеңнің өзінде басқаша бір серпін бар болып тұр да. Яғни Маяковскийдің айтатын тамаша сөзі бар ғой, адамға алдымен ырғақ келеді деп. Сол көңілде бір ырғақ болған болу керек, сол ырғақ өзі тиісті сөзін тапқан болу керек та. Айтылмай жүрген әңгімелерді тапқан болуға тиіс. Ал енді оқу білімге деген құштарлық одан бұрын басталған дүние. Сондықтан бұлар бірінен біріне ешқашан ауысқан жоқ, бұлар үнемі қатар жүрді, параллель жүрді. Мына жердегі Яссауи поэзия және түркі әдебиеті деген ол менің монографиям ғой. Осы монографиямен бірге мына Хикмет ғұмыр атты кітап, осы екеуімен егіз кітап деп айтамын. Өйткені анау кітапта ғылымда айтылуға тиіс нәрсе ғана айтылды. Ал мына кітапта ғылымда айталмаған нәрсемнің бәрін мынаның ішінде айттым. Яғни екеуі бір мезгілде қатар жазған кітап. Бірі өлең, бірі жаңағы ғылым деген секілді. Сондықтан бірінен біріне ауысу деген болмады. Жалпы бала кезеңдерде де, ол кезеңдерде не нәрсе болатын еді? Мектепте олимпиадалар болатын еді. Біздің ол кезде ғылыми құштарлығымыздың көрінісі солар болушы еді ғой. Енді мектепте мақала жазу деген ұғым болған жоқ. Манағы айтқандай өлеңіміз, басқа күнделіктеріміз жазып солай етіп жүрдік. Және ол кезеңдерде күрделі жарыстар болды. Олимпиадамен қоса. Сиқырлы қазан деген сол кезеңдерде шыққан бір тамаша жарыс бар еді. Одан біз республикалық деңгейге дейін жеттік. Менің әлі есімде сол республикалық шараға дейін шығарып өзіміздің топты мектебіме сол кезеңде 11 мың тұратын, қазір 11 миллион іспетті ғой. Ұлт аспаптар оркестрін алып бергенім бар. Ұтып алып бергенмін да сонда. Сондай бір тамаша интеллектуалдық деңгейдегі, негізі ұлттық стильдегі дүние ғой. Ұлттық, рухани, дәстүрлік бағыттағы стиль, бірақ интеллектуалдық деңгейдегі жарыстар болды. Сол нәрселерде біздің ізденісімізді біраз ұштады деп ойлаймын. Қала берді. 90 жылдардың басы таза шынайы рухани жаңғыру кезеңі болды ғой. Мен үнемі айтам, рухани жаңғырудың 2 кезеңі болды. Біріншісі ол шынайы рухани жаңғыру. Ол 90 жылдардың басында болды. Арыстарымыз ақтала бастағанда, ана тілі газеті шыққан кезде, қазақ әдебиеті жаңа бет-бейнеге ие болғанда, Парасат журналы мысалға кезін бұрынғы мәдениет және тұрмыс, бұрынғы білім және еңбек зерде болып шықты. Сол секілді тамаша басылымдар пайда болды. Арыстарымыз жаңа айтқандай ақтала бастады және ана тілі, біздің қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алып жатты. Қазақ тілі қоғамы құрылды. Осы кезеңде біздерде жас алаш мысалға, сол кезеңде лениншіл жас өзгеріп шықты ғой. Керемет рухани серпін болды. Сол кезеңде Наурызды халықаралық ұлттық дәрежеде тойлау пайда болды. Ұлттық киім күні пайда болды. Қыз сыны, жігіт сұлтаны деген секілді жарыстар шықты. Тура сол кезде пайда болған жарыстардың бірі жаңағы мен айтып отырған сиқырлы қазан деген жарыс еді. Интеллектуалдық жарыс еді. Осылардың барлығы да оқуға, ізденуге жол ашқан, ықыласымызды оятқан нәрселер болуға тиіс болды деп ойлаймын. Сонымен қатар, өйткені оқыған сайын құштарланасың ғой. Ана тілін мен әлі күнге есімде қандай тамаша дүниелер жазатын еді. Сосын мен 14 жасымда араб әріптерін өзім таныдым да, төте жазуды алдымен таныдым. 13 жасымда төте жазуды таныдым да, Шалқар газетін оқып жүретінмін. 14 жасымда араб тілі үйірмесі ашылып мектебімізде араб тілінің кәдімгі араб әліпбиін үйреніп, Құранды қолыма алдым. Оның бәрінде осы құштарлықтан туғаны анық. Одан кейін
біздерде мектепте қолға берілетін, бірақ ешқашан оқытылмайтын 7-8 сыныптарда Қазақстан тарихы деген жұқа оқулық болатын. Оны мен құштарлана оқып шығатынмын. Сондықтан кейінірек мысалға жоғары оқу орнында жүрген кезімізде де көптеген тарихшылар білмейтін, мен енді шығыстанушымын ғой, тарихшылар білмейтін мәліметті айтып отырғанда тарихшылар таң қалатын. Сіз оны қайдан білесіз деп. Қалай білмейсіздер, біз оны мектепте оқыдық қой деймін ғой, мектеп оқулығында бар еді ғой деп. Ол оқулық бізге оқытпаған еді, бізге де оқытқан жоқ деймін. Бірақ мен өзім оқыдым деп. Сондықтан бұл сол заманнан ғылымға деген құштарлық сол кезден басталса керек. Ал енді жоғары оқуына түскен кезде мен алдында астроном болды армандағанмын, бірақ өзімнің тетелес алдымдағы аға әпкем бірінен соң бір қайтыс болып кетті де, мен ата-анама қарайлап қалып қойдым өзіміздің Түркістанда. Өйткені астроном болу үшін Москвадағы астрономиялық институтқа түсіп, немесе тағы басқа ғарышкерлік оқу орындарына бару керек болды. Солай қалып қойдым да, мен үнемі айтамын, жердегі жұлдыздардан несібен бұйырды деп. Ал енді ақыры жерде қалатынымыз анық болса, онда күнделік жасайтын әрбір ісіміз Алламен байланысты болса екен деген ниетпен мен араб тілін таңдадым. Ол кезде дінтану деген мамандық болған жоқ. Дін және еркін ойлау деген мамандық болды. Оны мен еркін ойлаған несі, адам өзі еріксіз ойланып жүрсе деп, мен оны қаламадым. Ол философия еді. Оны мен қаламадым. Қаламағаныма қатты қуанамын. Егер мен ол трафаретке түскен болсам, өте көп шынымен ойлары тұсалып қалуы мүмкін еді, шекараланып қалуы мүмкін еді. Сондықтан араб тілінің маманы болдым. Бұл өте ауыр тіл, өте қиын тіл. Ал бірақ өзімнің құштарлығымда арғы жақта тарих, мәдениет, дәстүр барлығы бар болғандықтан, әдебиет те бар, бәрі бар болғандықтан, соларды ғылыми зерттеу ретінде ала жүрдік. Бірінші сыныптан бастап мен шығыстанушылардың Құран туралы зерттеулерімен көбірек айналыстым. Одан кейін сондай бір тақырыптар, курстық жұмыстар бар, рефераттар бар, сондай тақырып беріліп, Яссауи поэзиясындағы сопылық терминдер туралы біраз жаздық. Ал енді 4-ші курсты бітірген кезімде Құранның стильдік ерекшеліктері деген тақырыпта өзімнің дипломдық жұмысымды жазып шықтым. Одан кейін бірден магистратураға түстік те, магистратураны аяқтағанда Құрандағы ұйқасты қара сөз деген тақырыпта ғылыми жұмысты жазып біттік. Одан кейін аспирантураны оқыдық. Ол кезеңде докторантураның орнына аспирантура оқылатын. Ол кезеңде негізі тақырып Мағжан Жұмабаевтың ақындық шығармашылығына байланысты болды. Бірақ менде соны 3 жыл бойы оқып жүргенде қаншама дүние жаздым Мағжанға қатысты. Менің ғылыми жетекшім Темірғали Есенбеков ең мықты Мағжан танушы сіз боласыз деп қоймайтын. Өте жақсы дүниелер жазылды, бірақ сонда да менің көкейімде бір ой болатын. Менің Мағжан туралы жазып жатқандар көп. Менің Мағжанның тамаша ақын екенін тағы бір дәлелдеп шыққанымнан менің рухыма не қалады, ұлттың рухына не қалады деген ой болатын. Одан кейін сол бір кезеңдерде аспирантураны бітірген сәтімізде Түркістан қаласында Яссауитану орталығы ашылды да, сол орталыққа мені бірден жұмысқа шақырды. Сонымен сол орталыққа жұмысқа барғаннан кейін Яссауитанудағы қадамдарым ашылып жүре берді. Мен оған дейін Яссауитану бағытында жазуға бұрын болды, курстық жұмыстар, рефераттар. Бәрібір мен әлі дайындығым жоқ деп ойлайтынмын. Өйткені Яссауитануға бару, Құран тануға барудан әлдеқайда қиын еді. Құран тануға бару үшін араб тілі, ислам дінін білу жеткілікті. Ал Яссауитануға бару үшін қазақ тілін, араб тілін, парсы тілін, түрік тілін өте жетік білу керек. 4 тілді кемінде білу керек. Және көне баяғы біздің төте жазудан міндетті түрде хабардар болу керек. Араб тілінің өз жазуынан міндетті түрде хабардар болу керек. Осының бәрін білген адам ғана бара алатын. Біз шартты түрде шағатай жазу деп айтамыз. Ол біздің ежелгі қазақ тілі деуге болады. Орта ғасырлық қазақ тілі, қазақ жазуы. Сол шартты шағатай тілінде білу керек. Оның бәрін білген кезде ғана адам Яссауитануға қадам қойып, ұялмастан Яссауи хикметтерінің сырын аша алады. Содан мен сол кезеңде қарасам, соның бәрін үйреніп болыппын. Араб тілінің онсыз да маманы болып, соған дейін 8 жылдық жолдан өттік. Сабақ та беріп жүрдім мен сол кезеңдерде. Аспирантура басқа жүрген кезде мен араб тілінен сабақ та беріп жүрдім. Бірнеше зерттеу жұмыстарында жасадық. Араб тілі ислам дінімен тікелей байланысты. Менің зерттеу жұмыстарым Құран тану болғандықтан ислам діні жөнінде өте көп зерттеулерді жасадық. Оған қоса біз екінші шығыс тілі ретінде парсы тілін оқыдық. 2,5 жыл бойы парсы тілін оқығанбыз. Халықаралық қазақ тілі түрік университетінде оқығандықтан өзіміз қызығып жүріп, үйірмелерге барып жүріп түрік тілінде үйреніп алдық. Түркияға барғанда төмір тілдер өту орталығында 1-2 айдай оқыған кезімізде болды. Былайша айтқанда кәсіби түрде оқыған кезіміз. Сонымен қарасам, жаңағы Яссауитану орталығына жұмысқа шақырылған кезде қарасам, мен Яссауитануға толығымен дайын болып үлгеріппін. Және қала берді әйтеуір. Құдай берген жаңағы өлең бар, ақындық, сезгірлік деген нәрсе бар. Ол өте қажет. Яссауи поэзиясын зерттеу үшін жаны сезгір ақын болу өте қажет. Руханиятқа деген құштарлық өте қажет. Сопылық терминдерден адамның хабардар болуы керек. Осының барлығы соған дейін менде толығымен дайын болған екенде, міне дәл сол кезеңнен бастап, бұл 2002 жылдың күзі болатын, тоқтаусыз мақалалар, ғылыми дүниелер ағылып жүре берді.
өзінен өзі жазыла бастады. Иә. Одан соң ол жерде бір ғылыми журналдар шығардық, қаншама конференциялар ұйымдастырдық. Одан кейін мен көп ұзамай 2004 жылдары Алматы қаласына ауыстым. 2004-2005 жылдары Алматыда ұлттық ғылым академиясына келдім. Бұл жерге келгенде сол ежелгі дәуір әдебиеті яссауиден тақырыбында солай бекіттік те, солай жалғастырдық. Сонымен бұның барлығы бірін-бірі алып жүрген қанаттас бірінен бір туындаған дүние болып қалды. Енді яссауи поэзия үшін түркі әдебиет деген атпен репринттік басылым ретінде шығардық қой. Негізі алғашқы бұның атауы Қожа Ахмет Яссауидің Ақындық әлемі деген дүние еді. Бұл монография. Басқалар секілді мен бірінші диссертация жазған жоқпын. Мен алдымен ішімдегі нәрсенің бәрін төгіп тұрып 3 ай күндіз-түні ұйықтай алмай отырып осы кітапты жазып шықтым. Алдымен кітап жаздым. Одан кейін барып соның ішінен диссертацияны ықшамдап қысқартып алдым. Сонда менің жетекшім Темірғали Есенбеков айтушы еді, 3 докторлыққа татитын жұмысты, 3 шифрмен қорғалатын жұмысты бір ғана кандидаттық етіп қорғалдыңыз ау дейтін еді. Сонда енді өзімізге таудай талап қойып, ұзақ ізденіп жүріп алғанбыз ғой. Әйтпесе одан 10 жыл бұрында жазылуы мүмкін дүние еді бұл. Сонымен бірақ енді ашылу деген бар шабыттың. Жаңа айтқанымдай, ғылымда айтуға тиіс нәрсені сол монографияда жазып отырдым да, ал өзі ішке сыймай бара жатқан сезімдер бар ғой. Мысалға яссауи поэзиясын талдап отырғанда сен сезімдік мәселелерді ғылымда айта алмайсың. Ал оның бәрін қайда жібересің? Мен арнайы қылуетке түсіп көрдім. Мен арнайы тәжірибенің бәрінен өттім. Мен арнайы зікірлерді үйрендім, жасадым. Яссауидің не сезінгенін түсіну үшін мен соның бәрін жасадым. Соның барлығындағы сезімдер мына Хикмет ғұмырда жазылды. Эссе және өлеңдер сипаты осы кітаптың ішінде жазылды. Сондықтан бұл екеуі егіз кітап болды. Енді яссауи поэзия үшін түркі әдебиеті әуелі Алла куә, одан кейін бүкіл академик ғалымдар, мықты ғалымдардың барлығы орынды бағасын берді. 2000 жылдық әдебиетті, 2000 жылдық поэзияны осынша терең бүкіл үдерістерді, жай поэзия емес, поэзия бүкіл үдерістерді, процестерді осынша терең талдап таразылаған еңбек бұған дейін жазылған жоқ деп. Марқұм Жұмағали Смағұловтың айтқаны бар еді. Біз әдетте дейді әрбір диссертацияға әріп қателері бар деп айтатын ек деп. Мынаның ішіне мен бірде бір әріп қатесін де көрген жоқпын дейді. Бұл 267 беттік диссертация болды. Негізі диссертация 150 беттік болады ғой. Содан кейін ол кісінің айтқаны, марқұм Алла разы болғыр, ол кісінің айтқаны, ал мынау кітаптың соңғы аруз өлшемдері туралы бөлігіне академик басымен менің тісім батпады деді. Тісім батпады, менің шамам келмеді деді. Бұндай дүние жалпы жазылған жоқ деп барлығы мойындады. Сондықтан Құдайға шүкір сол ауыр қысым, ауыр тегеурін өте көп жинақтаған ілім білім, шабыттың да әсері бар, білімде әсері бар, бәрі қосылып осындай дүние туындатты. Енді өкінішке орай жалпы мынау бізде антиплагиат деген жүйе негізінен алғанда өте дәрменсіз жүйе ғой. Өйткені сөзіңді өзің бәрін өзгертіп алып адамдар көшіре береді. Осы дүниеден өте көп көшірулер шықты кейін. Идеялар қатты ұрланды, ойлар көп қатты ұрланды. Тіпті елімізге белгілі менмін деп жүрген, өзін яссауитанушы ретінде танытып жүрген ғалымдар да осы идеяларды қатты ұрлады. Соның негізінде еңбектерде жазып шыққандар болды. Бірақ енді Құдай куә, Құдайдың көзі тура болсын дейміз де қоямыз. Қала берді, шыққан кезеңдеріне қарап оқыса, оқырман міне мұның шыққанына да қазір неше жыл болды? 18-19 жыл болды ғой. Содан қарабақ көп адам аңғарады. Осындай бір тамаша дүние келді. Менің үнем айтатын сөзім бар. Адам егер 40 жасқа келіп сөз сөйлеп тұрса, ол 40 жылға ілім білімін бірақ шығарады деп. Сол секілді осы дүниеде соған дейінгі жиылған бүкіл ілім білім сезімдердің бәрі бірге көрініс тапты деп ойлаймын. Осыншама Тәңір сыйлаған талантпен қоса, дарынмен қоса, өзіңіздің ізденіс жолыңыздағы осы бір хикметтер. Бұл хикметті жол деп есептеймін. Өйткені жата жастан руханиятқа ұшан теңіз еңбек ету деген кез келген менмін деген мүйізі қарағай ағаларымыз түгілі біздің де қолымыздан келе бермейтін шаруа. Десе де, осы бір өнер дегеннің өзі тұтастай қызғаныштан тудыратын және ол әсер етіп арқылы өзіңіздің бағыт бағдарыңыз айқындайтын бір қасиетті жол. Осы жолда сізді сүріндіргендер де мұқатқанда табылған болу керек. Сондай сәттерде сізді не арашалайды? Мән бермейді екен мүлде. Ит үреді, керуен көшеді деп жүре берген болуым керек. Мүлде мән бермеген. Мысал дейікші, мысалы мына ғылым жолында кей нәрсені мен білмегенмін де. Бір жақсысы, мінезің тура болғанның бір жақсысы бар. Мен үнем айтам ғой, ешкімге бетіңе ештеңе айта алмайды, өсек аяңды айта алмайды, пәленше сен туралы осылай айтты дей алмайды. Содан ұйқың тыныш, бір уайымың кем болады деймін да. Мен өзім мінездік адаммын. Негізі
мінезім қалай деуші едім, ниетім түзу болғанмен мінезім шатақ деп қалжыңдайтыным бар. Шатақ ештеңе де жоқ, бірақ тура айтатын адаммын да. Сондықтан көп адам айбынады, мысымызда басатын шығар. Көп адам келіп айтпайды, пәленше сен туралы осылай деп айтты, пәленше осылай істет деп ешкім айтпайтын маған. Сондықтан мен көп нәрсені білмей қалған екенмін. Кейбір нәрселерді неше жыл өткеннен соң барып білген кездерім болды. Мысалы мына Яссауи поэзия және түркі әдебиеті бұл 2007 жыл шыққан кезінде Мұхтар Әуезов атындағы жас ғалымдар сыйлығына ұсынылған екен. Мен оны білмеймін, ұсынылғанын да білмеймін. Енді институттан біреулерді ұсыну керек болған соң ұсынған шығар енді. Тағы да балама басқа адамдарды ұсынған болуға тиіс. Енді неше уақыт өткеннен кейін, қателеспесем осы Баязи Әбдешұлы айтты ма осы сөзді маған. Біршама уақыт өткеннен кейін мен сол сөзді естідім. Сол сіздің кітабыңыз Әуезов атындағы сыйлыққа монографияңыз ұсынылып тұрған кезде бәріміз де сол сіздікіне дауыс беріп шешім қабылдап едік. Бірақ анау деп атын айтты, ол да марқұм болып кетті, айтпай-ақ қояйын. Пәленше түгенше ұлы сол кездегі институттың бастығы өзінің бір жақынына берем деп анау шешімді бұзыртып соған алып берген еді сыйлықты деп. Бәріміз осы, ол кісі мені білет деп ойлаған болса керек, өзін кінәлі санаған болу керек. Комиссияда болғанда мен оны білмеймін де, ол кісінің комиссияда екенін де білмеймін. Сөйтіп осындай нәрсені ойпырмая деп мен таң қалдым. Тіпті сол оның ешқандай ауыр жеңі жоқ мен үшін. Әуезов атындағы сыйлықты алдым ба алмадым ба, не қылады екен? Одан ешқандай былайша айтқанда жаңағы қазақ айтады ғой, кімнің сөзі бар ғой, Ақжүністің, Қартқожаққа айтатын, сен 6 жасқа келгенде 12 тұтам жай тарттың, 60 шиден оқ аттың, қане шыққан мүйізің деп сол айтпақшы. Одан шығатын мүйіз де жоқ. Оны мен тіпті ойлаған емеспін. Ал енді қараңыз, неше жыл өткенде, 10 жылдан астам уақыт өткенде, тағы да бір үлкен ғалым адам маған тағы бір жағдайды айтты да. Осы Яссауи ол кезде Қожа Ахмет Яссауидің Ақындық әлем деген кітап болды, және менің диссертациялық жұмысым Яссауи хикметтерінің көркемдік және құрылымдық ерекшеліктері деп аталды. Енді жаңағыдай деңгейде үлкен 100% дауыс алып, ешбір кемшіліксіз өткен дүние. Соны ВАК-қа барғанда, жоғарғы аттестациялық комитетке барғанда, Яссауи іліміне қарсы адамдар, Яссауи тануды жек көретін адамдар құлатып жібермекші болыпты, сылтау іздеп. Енді кітаптың ішінен ешқандай сылтау таба алмаған. Содан мақалалардың бәрі жарияланған, талаптардың барлығы дұрыс. Әйтеуір бір жерден бір кедергі табуға тырысып, ілініп шалым солай жасаған ғой. Сонда соған қатысқан жаңағы кісі, осы сол кісінің өзінің аты жөнін ұмытып қалдым да, сол кісіге ВАК-тың сол кездегі төрағасы, Алла разы болғыр дейін, ол кісінің Әбдірәсілов Болатжан ба, Бақытжан ба, мен ол кісінің атын анық білмеймін. Сол кісі жаңағы кісіге беріпті, сен мына нәрсені оқышы, неге мынау адамдар осылай деп жатыр деп. Сосын ол кісі оқып, мынадай үздік дүниені мен көрген жоқпын, бұл енді таза Яссауи тануға қарсы көзқарастан ғана туындап отыр деп әділ бағасын беріп, сонымен бұл дүние өтіп кеткен екен. Мысалы, мен одан да хабарым жоқ. Сол секілді, сол мінезің түзу тік болған бір пайдасы деймін, осы күнге ішінде маған сіз туралы пәлен деп айтты деп айта алмайды. Ешкім ештеңе айта алмайды. Сүріндіргендері жаңағыдай сүріндіріп, өздерінше сүріндіріп деп жүре беріпті. Ол маған мүлде әсер етпепті. Ал поэзиям туралы мен ешқандай бір жаман пікірін айтқанын көрген жоқпын. Өте мықты ғалымдар, өте жақсы пікірлер айтты. Жаңағы марқұм Жұмағали Смағұлов мезгілімен келген жыр дәурен деп менің мезгілсіз дәурен атты кітабыма алғаш сондай сын пікірін жазды. Ол өте бір құптаулы, мадақты пікір болды. Одан кейін Есенғали Раушанов осы мезгілсіз дәуреннің алғаш шығуына сол кісі демеушілік жасады. Жалын баспасынан шығарып берді. Сол кісі тамаша пікірлер айтты. Кейінірек Шапағат Садық деген әдебиет зерттеушісі, оның аты басқа, тамаша бір зерттеу жасады. Ол да Тұнықтан туған тұма жыр деген, егер қателеспесем. Және марқұм, қазір қанша адамдар марқұм болып кетті. Әсіресе өткен жыл қанша әдебиет қайраткерлер кетті ғой. Марқұм Темірхан Медетбеков не жолға баста, не сорға деген атпен менің өлеңімнен алынған жол. Алтын көпірліктер деген өзінің зерттеуінде тамаша маған қатысты зерттеу жасады. Одан кейін Әбубәкір Қайранның бір тамаша пікірлерін естідім. Құлбек Ергөбектің тамаша пікірлерін естідім. Фариза апамыз Оңғарсынова мезгілсіз дәуреніме алғаш алғы сөз жазған сол кісі еді. Тамаша ол кісі пікірлер білдірді. Исраил Сапарбай мынау Хикмет ғұмырдың алғы сөзін сол кісі жазған. Ол да кәдімгідей зерттеудегі туралық дүниелер жазды. Сондықтан одан кейін менің жетекшім Темірғали Оразғалиұлы Есенбеков, әдебиет теоретигі. Ол кісі үнемі айтады. Мен мысалға өзім оны байқаған емеспін. Мен өзім өмірде қалай сөйлеймін, өмірде қандаймын, өлеңде де сондаймын, ғылымда да сондаймын. Отбасында да сондаймын, эфирде де дәл сондаймын. Мен енді отбасына арнап басқа тіл, эфирге арнап басқа тіл таңдап алмаймын ғой. Көптеген адамдар осы нәрсені білмейді да, қалай күшті сөйлесіз, қалай күшті сөйлеуге болады деп сұрайды. Мен қайдан білейін деймін. Ол үшін шамасы өте көп оқу керек шығар о бастан. Содан сол Темірғалиға айтатын, сіздің өлеңдеріңіздің 60-70% сопылық терминдер деп.
Мен білмеймін. Өйткені мен солай өмір сүремін. Мен сол сөздерді күн сайын қолданамын. Менің жан дүниемде сол ұғымдар бар. Менің болмысымда сол құндылықтар бар. Сондықтан мен не жазып жатқанын, мен қандай түрмен шығып жатқанын аңғара бермеймін. Ол менің бар болмысымнан шығып жатыр. Сондықтан бұл осындай дүние. Болмыстың көрінісі, ғылым болса да, өлең болса да, мысалға Хикмет ғұмыры мен менің махаббатнамам эсселер мен өлеңдер жинағы деп айтам, негізі күнделіктер ғой, енді эссе деп айтуға да келмейтін шығар, күнделіктер. Ол да менің кәдімгі қалай жылап еңіреп отырып жаздым, сол күйінде қалған дүние. Шайхым Ахмет Яссауи мысалға пьеса, тарихи танымдық пьеса. Пьеса жазам деген ой менде жоқ, мен пьеса жазып жүрген адам да емеспін. Жазам деп те ойлаған жоқпын. Бұл да бір қызық серпінмен шықты. Өткен жыл, қазір енді алдыңғы жыл болып кетті. Алдыңғы жылғы көктемде Яссауи тану конференциясына халықаралық мені Түркістан университеті шақырды. Жанар Амангелдіқызы, ректор өзі тікелей шақырғаннан соң барып қатыстым. Бір саласына модераторлық еттік, бір отырысына. Одан кейін біз Яссауи жолы деген драманы тамашаладық. Сол жердегі өзі адамдардың өзінің есімен жасалған, былайша айтқанда өз күшімен қойылған. Университет студенттерінің өз күшімен қойылған драма болды. Сонымен біткеннен соң жаңағы ректор менен пікір сұрады. Қалай ойлайсыз деп. Мен айттым, енді қолына берілген материалмен режиссер өте жақсы жұмыс жасаған деп. Мақсат Айтжанов, ол бізден кейінгі буын болатын, өте талантты режиссер. Жақсы жұмыс жасаған, актерлардың шеберлігі өз деңгейінде, жақсы ойнап шықты. Декорация өте жақсы, шешімдер, режиссерлық шешімдер өте ұтымды, бірақ бұл Яссауи емес деймін. Бұл Яссауи емес. Бұл әшен күйкі түліктің күйбеңінен қажып жүрген бір бақырауық жаман шал. Яссауи ондай болған жоқ. Енді бұны жазған адам Яссауидің деңгейіне көтере алмай, керісінше Яссауиді өзінің деңгейіне тартып тұрып түсірген. Сондықтан бұл Яссауи емес дедім. Сонымен Жанар Амангелдіқызы, бізге көптеген Яссауи танушыларға апарғанымызда, ой, мынау дұрыс емес деп айтты, бірақ біреуі бір нәрсе жазып, бір жерін түзетіп бермеді, ешқандай үлес қоспады деп солай айтып қалды. Сіз осы нәрсені жазып берсеңіз қайтеді, бір жақсы дүние деп. Мен айттым, мен жазуға уақытым болмайды дедім, бірақ мен фабуласын жазып берейін, сюжетін басқа адамға жасап аларсыздар, инсценировканы жасатарсыздар деп айтып тұрмын. Айтып тұрған сәтімде санама Шайхым Ахмет Яссауи деген сөз тоқтаусыз келіп жатыр. Айтып тұрған сәтімде оны менен басқа ешкім жазбайтынын түсініп тұрмын. Бірақ жазғым келіп тұрған жоқ. Өйткені шынымен ақ жұмысым көп, басқа шығармашылық жоспарларым бар еді менің. Сонымен менің круизім әулиелерді аралау деймін. Ертеңнен бастап 2 күн сол өзімнің үнемі жасайтын сондай шаруаларыма әулиелерді аралап жүрдім. Бірінші Яссауиге барып жатырмын, Түркістанда болған соң. Яссауиге барған сәтте кейіпкерлер көтеріп, сюжеттер тіріліп жатыр. Бәрі ой келіп жатыр, идеялар тоқтаусыз келіп жатыр. Арыстанбапқа барғанда да Арыстанбаптан бастау керектігі, Арыстанбаптың қалай келе жатқаны, қалай басталғаны бәрі көрініп тұр. Арыстанбаптың жанында Данышпан ата Әбілда бар. Ол кісіден қайтып келе жатқанда кәдімгідей жолдың, мен көліктің оң жақ шетінде отырамын, әдетте артында. Жолдың оң жақ шетіне қараймын, тура кәдімгі сайын дала ғой. Машина, көлік жүріп келе жатыр, сайын далада образдар жүріп жатыр. Кәдімгі Данышпан ата Әбілданың Румға аттанғалы тұрғанын көріп тұрмын. Жүгіріп келіп жаңа туысқан інісінің не айтып жатқанына шейін естіп тұрмын да мен. Кәдімгідей жүріп жатыр. Әр кейіпкер тіріліп, өзін өзі сомдады деймін ғой мен. Әр кейіпкер тіріліп. Гаухар ана туралы мысалға 2-ақ сөйлем бар аңыздарда. Ал ол ана жерде қандай үлкен дәрежеде өзінің сөзін өзі айтып, ол да өзін сомдап шықты. Қарапайым образдардың өздері қалай келіп жатыр. Сосын жазып отырған сәтімде үлгере алмаймын, келесі сюжеттердің бәрі тоқтаусыз келіп жатады ғой. Мен алдымен жаңағы ауызша жақтарын айтайын. Одан кейін осылай 2 күн бойы осылай болып жүрді. Мен келесі 2-ші күнінде кешкісін жеттім Астанаға, өте қатты ауырып, қиналып жеттім. Сонда да бүгін бастауым керек деп бастап біршама нәрседі жасап қойдым. Сөйтіп ертеңнен бастап оразаның күні еді, соңғы күндері 7 күн 7 түн кәдімгі ұйықтай алмай отырып мен осыны жазып шықтым. Ұйықтай алмай, түн мен ұйықтай алмаймын. Күндіз 1-2 сағат көз шырымын аламын. Алдында тек қана Қожа Ахмет Яссауидің хикметтер жинағы тұр. Тоқтаусыз жазып отыр, ноутбугым тұр, болды жазып отырмын. Сонда жаңағыдай жазып жатқанымда ілесе алмаймын, келесі көріністер көз алдыма келіп отыр. Тіпті міне сюжеттерді сахнаны жазып отырсам, көз алдымда жүріп жатыр сахна. Жарық кімге түсіп жатыр, ол не деп жатыр, одан кейін жарық кімге түсіп жатыр, қалай ұйымдастырылып жатыр сахна. Бәрі көз алдымда болып жатыр. Тіпті осы сәтке шейін есімде деймін ғой, Қарашықтың ханым,
яссауи әзірет сұлтан қожа ахмет яссауи шақырады, ол кезде жас яссауи ғой, жас жігіт. Сөйтіп сол жаңағы қарашық тауын құлатқан оқиғасы болады. LED экранда жүреді. Негізі бұл LED экраны бар сахнаға арналып жазылған дүние. Содан сол ханның түр тұлғасы бәрі көз алдында, яссауиді демеп алып келе жатқан халық артта шулап қалады, жаңағы кереметке куә болып, яссауиді демеп алдыңғы жаққа алып келе жатқан сәттегі көрініс көз алдымда. Сол кісінің түрі менің әлі көз алдымда. Ол толық түр тұлғасымен көрініп тұрмаған. Қылыш мұртты, жасы 44 шамасындағы ашаң, бойы ортадан жоғары аққұба кісі, шабанын үнемі желбегей жамылады. Әлі күнге шейін көз алдында тұрады ғой. Кәдімгідей адамдар өздері тіріліп кеп өз сөзін өзі айтқандай жағдайлар болды. Әрине ол менің шығармашылық қуатыммен шығып жатқан соң азаптанып отырған, мен белі ауырып тізесі талып дегенде ұйқы көрмей, күлкі көрмей. Одан соң кейде жаңағы бір сөз деген секілді, бір ұқсойқы сөздер қандай сөздер қинайтын кезі болады. Сосын менің жалғыз ғана ізденген нәрсем яссауидің қай хикметтерін қояйын деген нәрсе. Түпнұсқадан оқып отырмын, аудармасын өзім жасап отырмын. Сөйтіп жаңағы ситуацияларға сәйкес хикметтерді қойып отырдым. Жалғыз ақ қиналған жерім, яссауидің баласын сүйірліктер өлтіреді ғой. 11 жастағы баланы кәдімгідей шауып өлтіреді, кетпенмен шауып өлтіреді, және оны ұялмастан алдына алып келеді ғой, ол басты жауып. Содан кейін, сол оқиғадан кейін яссауиді қалай өмірге қайта алып келемін деген нәрсе. Осы кезеңдерде бір өте көп қиналыс болды. Бірақ оның барлығы да сәтті шықты. Яссауиді мысалға сенделіп жүрген халінде сахнаның бір шетіне шығарып, оның өзі тиісті өлеңін оқытып, екінші жағына шығарып тиісті өлеңін оқытып. Бұдан соң бұл жерде табылған шығармашылық шешім Қызыр алейхиссаламмен жолықтыру болды. Негізі ол туралы бар, аңыздар бар, бірақ ол өңінде жолыққан дейді. Бұл оқиғаны мен байланыстырмайды. Бірақ енді мен солай байланыстыруым керек болды. Яссауидің өз хикметтерінің ішінде бабам Қорасан келдім арасан деп келетін хикметі жоқ. Ол бірақ тек халық аузында сақталған. Сол халық аузында хикметті алып, анадай ауыр халден кейін яссауиді Қорасан бабаға апарып, сол жерде жатқанда жаңағы хикметтің оқытып дегенде бара жатқанда, сандалып бара жатқан кезінде, содан кейін сол кезде түсінде Қызыр баяғы аңызда айтылатын аянды Қызыр беріп, сөйтіп барып өмірге қайта әкелген кездер болды. Соңғы сахнаны жылап отырып жаздым, кәдімгідей. Тура Ғабит Мүсірепов құсап, Ғабит Мүсірепов Ұлпан поэмасын аяқтап болып далаға шығып жылап жүр дейді ғой. Ұлпан жүгіріп шығып жылап жүр дейді. Ұлпан өліп қалды деп. Сол сияқты яссауи кетті, шәкірттердің қоштасу сахнасы, қоштасу өлеңдері жылап отырып жаздық соңғы сахнаны. Көптеген шығармашылық шешімдер өзінен өзі келді. Өзінен өзі. Ең соңғы мен мысалға тағы да айтам, пьеса жазып жүрген адам емеспін ғой. Бәрі көріністер ықшамдалып түсе қалып, және кәдімгідей детальдар өз орнымен түсіп, көптеген шешімдер өзінен өзі келіп отырды. Енді дайын тұрған дүние тек қана инсценировка жасау керек, әрине, өйткені күрделі ұғымдар бар, жеңілдету керек, басқа ету керек. Сонымен осындай бір дүние шықты, деп бітіре салып, бітіріп болғаннан кейін барып кепкелерге ат қойдым, кепкелерді түгендедім. Өйткені уақытым жоқ ат қоюға. Мысалға 3 сәлделінің жаңағы яссауиға көралмаушылық жасап жүрген 3 діндардың, жалған діндарлар ғой енді. Солардың сахнасы бар, әрқайсысы келіп өз сөзін өзі айтады, өз образын өзі сомдайды. Үшеуі бір-біріне ұқсамайды. Бірінші сәлдел, екінші сәлдел, үшінші сәлдел деп қойып, аты жоқ. Жазып шықтым. Ең соңында яссауидің шәкірттерінің сахнасы бар. Бірінші шәкірт, үшінші, төртінші шәкірт деймін. Және бір-бірімен олар шатыспайды. Бір-бірімен образдар да шатыспайды. Ең соңында барып осылардың бәріне ат қойып, осылардың бәрін сипатын жасап, тіпті мен алғашқы нұсқасын Жанар Амангелдіқызына жіберіп қойдым. Одан кейін біраз уақыт өткен соң барып айтпақшы, бұл кейіпкерлерге ат қою керек қой. Кейіпкерлер бейнесін жасап шығу керек. Содан кейін барып жасағаным бар. Сөйтіп алдымен дүниенің өзі туындады. Тура мынау монографиядағы секілді алдымен үлкен кітап жазылды. Одан соң оның ішіне диссертация алынды деген секілді алдымен барымызды төгіп, барымызды жаздық. Одан кейін барып қалған дүниелерін жасадық. 60-тан астам кейіпкер бар ішінде. Сөйтіп туған бір қызық дүние. Мына бір қызық ойды ортаға тастағым келіп отыр. Әрине мен осыдан біраз күн бұрын Бауыржан Мырзақұл деген менің құрдасым, ғалым жігіт, өте мықты майталман ақын жігіт. Сол жігіттің яссауи туралы бір танымдық зерттеуі бар еді. Мен сол кітаптың тұсаукесерінде бүйтіп айтып едім. Амандық болса, біздің осы рухани өзегіміздің өзі оңтүстік өңірде әулие бабамыз жатқаннан кейін осындай еркелеңге қол қалып жатқан біраз ағапаларым бар, білемін. Бірақ осы кісі туралы бір пьеса жазу керек деп өзім. Қызық, ол 2 жыл бұрын жазылған. Иә. Пьеса жазу керек деп. Сонда сізді нұсқаған апайдың осындай еңбектері бар, қарап танысып шығып барып содан кейін барып келу керек деп. Енді бір дүние. Осы дүние сахнаға шығып жатса, Алла абырой беріп, өйткені бұл түптің түбінде шығатын дүние. Бұны қандай актерлар ойнау керек? Бұл былай ғой. Мен барлық уақытта айтып жүремін ұсынған жерлерімде. Сахнаға қойылатын болса,
Біріншіден демеушіні өзім табамын деймін. Иә. Өзім де жартылай демеуші боламын, шамам келгенше демеушіні өзім табам. Екіншіден, басты рөлді ойнайтын актерді маған беріңіз деймін. Бір ай жатқызбай тұрғызбай оқытып, актердің ішін толтыру керек деген ұғым бар да драматургияда. Ішін толтырып беремін деймін. Мен Яссауидің жан дүниесін бәрін жылап еңіреп отырып, бәрін оқытып отырып үйретемін деймін. Актердің ішін толтырып беремін, оған кепілдік беремін деп. Сол секілді негізгі тұлғалар, мысалы Арыстанбаптың рөлін ойнайтын, Яссауидің әкесінің рөлін ойнайтын, Қызырдың рөлін ойнайтын деген секілді. Содан кейін бұл жерде мықты көптеген тұлғалар бар, Баба Мәшін бар, Көктемде әулие бар, қаншама әулиелер ойнайды бұл жерде. Бәрінің де өзім жаңағы рухани тұрғыдан өзім толығымен жан дүниесін толтырып бере аламын деп айтамын. Ал енді актердің негізгі ең басты мәселе сезіну ерекшелігі зор, талантты адам болса болды. Жасамыстығына мүлде байланысты емес. Талантты адам болса болды. Сосын жаңа ықыласы бар, сезінем десе, арғы жағы ол адамды дайындау керек. Тек қана дайындайсың. Сіздің Түркия Республикасы осы бірер жылдың алдында Яссауи туралы сериал түсірді ғой, оны біздің ұлттық арна аударды. Сол фильмді өзіңіз көріп шыққан боларсыз? Көрмедім, мүлде көрмедім, өйткені көрсем жылайтынымды білем, ол біздің Яссауи болмайтынын білем. Ол шамасы түркше дағарадай сәлде ораған Юнус Эмрелер сияқты басқа адам болып шыққан шығар. Көрген жоқпын. Мақсатты түрде көрмедім. Бірақ енді менің өзім 1-2 сериясын көрген адам ретінде, 3-4 сериясын көрген адам ретінде кішкене жүрегіміздің жете қабыл болған секілді. Бірақ сіздер өздеріңіз секілді мамандардың көзқарасымен ол парқы жер мен көктей болу керек. Мен соның сценарийінің кейбір моменттерін байқадым да, бетін көргім келмеді, шынын айтайын. Ол олай емес, ол Яссауи емес еді негізі. Ол қазақ жеріндегі, былайша айтқанда, қазақ жеріндегі Яссауи емес еді ол. Менің мына хикмет ғұмырымда сонау 2010 жыл жарық көрді ғой. Ал бұл 2000 жылдардан бастап жазылып келе жатқан нәрселердің топтастырылғаны. Сол кезеңде де 2000 жылғы күнделіктер бар бұның ішінде. Солардың бәрін 10 жылдық дүние бұл жалпы. Сол 2000 жылдары айтатын бір сөзім бар еді. Онда да осы менен басқа ешкімге керек емес тақырып деймін ғой Яссауиді. Сондай бір қатты ауыр кезеңдер болса керек, бірақ менің өмірімде жеңіл кезең болмаған. Ылғи айтып аламын да осылай деймін соңында. Сонда мынадай сөздер жазылған. 1000 жылда бір-ақ рет дүниеге келетін, баз бір ұлттың маңдайына мәңгі бұйырмайтын, әулесінің әруағынан қорықпаған азғындардан күдер үзіліп бітті депті. Мен жоқтаусыз сұраусыз ба десем, сен менен өткен жоқтаусыз екенсің деп 2000 жылы Яссауиге жазылған дүние бар еді, сондай. Сен менен өткен жоқтаусыз сұраусыз екенсің деп. Менде Әзірет Сұлтанға 4 арнау өлең бар. Солардың әрқайсының алдында күнделіктер бар. Әзірет Сұлтан деп кетті, не деген бейдауалық десеңші деп айтып кетті, жаңағыдай. Сонда менің айтайын дегенім, мұндай әуле 1000 жылда бірақ келеді, енді келмейтін шығар. Ал баз бір ұлтқа бұл мәңгі бұйырмайды, бітті. Яссауиді өзбек шығара алған жоқ қой өз арасынан, түрік шығара алған жоқ қой, Азербайжан шығара алған жоқ қой, Яссауиді ешкім шығара алған жоқ қой. Яссауи қазақ топырағынан шықты ғой. Бұл бізге бұйырған бақ еді ғой. Қазақтың маңдайына бұйырған бақ еді. Ал біз оны не істедік? Бағымызды батпаққа батырып отырмыз. Не істемедік десеңізші, оны төмендету жолында. Сондықтан бұл ойлардың бәрі жаңағы сіздің айтқан нәрседен шықты ғой. Яссауиді қазақ қана таныта алады. Яссауиді қазақ қана сезіне алады. Яссауидің арғы тегі пайғамбар әулеті. Бірақ ол неше ғасыр бойы қазақ жерінде өсіп, өніп, қазақ жерімен етене байланысып, осы қазақ жұртын мүритім деп тапқан, мүритім деп таныған мүршиттердің, яғни рухани ұстаздардың ұрпағы ғой. Ол өзін қазақ жерінен бөліп қараған жоқ қой. Туған жері мүбәрәк Түркістан деп айтты ғой. Түркістан, түркі жұрты деп айтып отыр ғой, өзі арабтық тектен бола тұра. Мен пайғамбар әулетінемін деп отырған жоқ қой ол. Тұрған жері мүбәрәк Түркістаннан бауырымды тасқа ұрып келді міне деп. Қорасан, Шам, Ираққа сапар шегіп, ғаріптіктің көп қадірін білдім мен ах деп. Міне дегенде мен жаттан түрде тұрмын. Мен ах деп айтылады да ол жерде. Сөйтіп отыр. Сонда Қорасан, Шам, Иракты ол жат жер деп отыр ғой. Ол туған жері мүбәрәк Түркістан деп. Яссауиға дейін ешкім Түркістанды мүбәрәк деп айтқан жоқ. Яғни берекелі, тәбәрік, береке дарыған жер деп айтқан жоқ. Яссауи Түркістанды мүбәрәк деп тани отырып, оны өзі мүбәрәк етті негізі. Сол үшін міне Яссауи, Шайхым Ахмет Яссауи деген сөз, Яссауидің ақын шәкірті Сүлеймен Бақырғанидің сөзі ғой, оның хикметіндегі сөз. Ясы судың арасы, жатыр гаухар парасы, машайықтар сарасы, Шайхым Ахмет Яссауи деп аяқталады сол өлең. Сонда қарасаңыз, машайықтар сарасы, шайхул машайих, әулелердің әулесі деген сөз ғой, әулелердің сұлтаны, шайықтардың шайхы. Сондай деңгейдегі әулие басқа ұлтқа бұйырған жоқ. Сондықтан біз әлі де Яссауидің қадірін болмысына қадіріне жете алмай отырмыз. Яссауиді өте көп адам өз деңгейіне түсіріп отыр.
өкініштісі сол. Біздің дүниенің қым-қуыт тіршілігі кейбір беймаза шақтарда шығармашылық адамдарының өзінің нәпсісінің шеңберіндегі беймаза сәттерге қарай итермелейді. Сол арқылы мына дүние қалыс қалып қояды да, мына бір қу тіршіліктің жетегінде кетіп жатады. Сол арқылы кейбір былғанышты дүниелерде ғылымға, шығармашылыққа араласып жатады. Таза пәк дүние ықылымнан бері қарай жалғасып келе жатқан күннің өзінде де ақ пен қараның бұл шайқасы толассыз. Енді сіз осы яссауи танушы ретіндегі, ғалым азамат ретіндегі, ақын азамат ретіндегі көңіл түкпіріңізде қалып қалған сөздер бар ма екен? Қазір сіздің осы ой саптауыңызға қарап, сөз саптауыңызға қарап, осы менде осындай жағдай болған ба деп ойлап отырмын да. Мен есіме түсіре алмаймын. Тез арада тез ой жүгіртіп отырмын, есіме түсіре алмаймын. Мысалға, жаңа сіз айтқандай, күйкі түлкінің күйбеңінен бір лас нәрсенің араласып кетуі, тағы басқа шығармашылыққа мысалға көрініп қалуы деген секілді нәрсені мен айта алмайды екенмін. Негізі мен үнемі яссауи тануда бір пікірді айтамын, сол пікірді осы жерге де айтуға болатын секілді, тек терминдерді, ұғымдарды ауыстыра отырып. Мен үнемі айтамын, кейбіреулер хақ тариқаттар және батыл, яғни жалған тариқаттар бар деп айтады дейді. Ал мен оған келіспеймін деймін. Тариқат деген Құдайға баратын жол деген сөз ғой. Ал енді Құдайға баратын жолдың шын жолы, жалған жолы бола ма екен? Батыл, жалған болған сәттен бастап ол тариқат емес қой. Оған басқат қою керек. Секта деңіз, адасқан ағым деңіз, қалағаныңызды айтыңыз, бірақ оны тариқат демеңіз деймін. Неге тариқат деген киелі есімді, киелі ұғымды оған апаруымыз керек деп. Тура сол секілді, неге біз шығармашылық деген киелі ұғымды күйкі түрлік күйбеңі дегенмен қосуымыз керек? Неге біз ғылым деген киелі ұғымды сол мысалға қара байыр ойлар, қара байыр мүдделер белең алып келетін ортаға айналдыруымыз керек? Менің өзім болмысымда жоқ, айта да алмаймын да, мысалға. Сондықтан не нәрсені тұжырымдап айтуға болады? Тұжырымдау мүмкін емес. Шығармашылық мәңгілік жол, тұжырымдалатын жол емес. Бізге дейінгілер де салған жол, бізден кейінгілер де жалғастыратын жол. Әркімнің өз жолы бар. Енді біздің жолымыз осылай болды. Мәжбүрлі түрде болды ғой, манағыдан бері айтып келе жатқандай. Жазам деп жазбаған соң солай болады. Мен өзім шығармашылығыма берілген ең мықты баға Исраил Сапарбайдың бағасы деп ойлаймын. Интеллектуалдық поэзияның шоқтығы биік бір көрінісі деді. Қазіргі қазақ поэзиясындағы ең жоғарғы интеллектуалдық поэзия деп бағалады. Сол сөз ең дұрыс сөз деп ойлаймын. Кеше ғана маған былай сұрақ қояды Музон арнасында. Сізді қазір ұлттың рухани ұстазы, рухани көшбасшы ретінде таныды деп. Өткен жыл менде сондай атақ берілген еді. Рухани көшбасшы деген. Өткен осы жазылған 31 еңбегіміз бар, мыңдаған мақалаларымыз бар, ұзақ жылдық еңбегіміз бар, соған сондай баға берілген еді. Содан ол кісі сұрақ қояды ғой, бұл нәрсе сіз үшін миссия ма, әлде жауапкершілік жүктей ме деп. Мен айтам, жауапкершілік мен болмысымда бар. Одан екі дүние құтыла алмаймын. О дүниеге барып та бұйырса соны ойлап тұрамыз. Ол қайта сондай асқын жауапкершіліктен осынша дүние жасалды. Әйтпесе, ненің азабы деген ой келеді ғой. Ненің азабы, жаныңды қинап, ұйқысыз түндерді өткізіп, осының бәрін дүниеге келтіріп, жылап, еңіреп, азаптанып отырып, дүниеге келтіріп, ненің азабы? Ол басқаша жол жоқ болғандықтан, біріншіден жаңағыдай жазбауға мүмкіндік болмағандықтан, екіншіден асқын жауапкершілік тұрғандықтан, мысалға мақалалар, ғылым бұл енді жауапкершілікке өте көп жетелетін дүние. Ал енді миссия деп мен оны мүлде қабылдамаймын деймін. Мен рухани көшбасшы болам деген миссия қойған жоқпын алдыма. Керісінше бұл жай ғана нәтиже деймін. Осыған дейін жасалған еңбектің нәтижесі. Соған берілген баға. Орнықты, үздік, жақсы, орынды баға. Солай деп қана қараймын деп. Сол секілді менде осыған дейінгі жалпы поэзияның миссиям деп те айтпай-ақ қояйын, немесе жаңа айтқандай жауапкершілік неден туындады демейін, неден туындаған айттық. Ал енді берілген бағалардың ішінде ең дұрысы сол интеллектуалдық поэзия деген дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді менің басыма осындай тағдыр түсіп, менің маңдайыма осындай таным жазылып, менің жүрегіме осындай жүк артылып, мен осы дүниелерді жасадым. Басқалар басқа дүние жасар. Әркім өзінің биіктігінен жазар, жырлар. Бірақ поэзияда қайталанбайтын жолдар болады. Мен авторлық жолдарды айтып отырмын, және қайталанбайтын кәдімгідей шумақтарды айтып отырмын. Ондай да нәрсе болады. Мысалы, әркім өз бетінше айтады, бірақ осыншалықты қарапайым, осыншалықты дәл түскен Төлеген Айбергеновтың сөзін алайықшы. Өле берсін күншілдер күйігінде, өз ғасырым өзімнің иінімде, ақ жаңбырлар тозырған тау сияқты, мен өлемін өзімнің биігімде дейді.
қандай қарапайым және қандай әдемі. Ол жолды енді ешқашан ешкім қайталай алмайды. Тура сол секілді менің мысалы сіз поэзия мана қызғаныш басқа туралы айттыңыз ғой. Ал мен сүйсіну туралы көп айтар едім да, мен өз болмысынан соны байқаймын. Мысалы, мына бір өлеңді естігенде қатты қуандым. Осы сезімді біреу ұстап қалды ау деп қатты қуандым да. Ол Есенғали Раушановтың күзгі бақта деген өлеңі болды шамасы. Соның ең соңғы бір жолдарын, басындағы ма соңындағы ма жол бар еді, шумақ. Қаптап қалың тұмандай табанда мұң, күзгі бақта негедір алаңдадым. Ұзатылған арудың бөлмесіндей исаңқып тұр, өзі жоқ ағалманың дейді. Ұзатылған арудың бөлмесінде бәріміз болдық қой, әсіресе бала кезімізде. Қандай сағыныш. Кеткеннен соң кәдімгідей ішіңде бір мұң, сағыныш, көз жасы тұрады. Ұзатылған арудың бөлмесін шынымен иісі аңқып тұрады. Соны да біреу ұстап қалды ғой, соны да біреу поэзия тіліне келтірді ғой. Мен мысалы соған қатты қуанам. Сондай бір үздік дүние айтылып қалса, жазылып қалса қатты қуанам. Енді қазір мен осы кезеңдерде өлеңді мүлде дерлік өзгелердің өлеңін оқып жүрген жоқпын, таныс емеспін. Қазіргі поэзияда өте жақсы шығар деп үміттенемін. Жалпы қазақтың маңдайына бір санаулы ғана бақыт бұйырған болса, соның бірі өлең деген бақ. Қазақ поэзиясы қашанда тамаша поэзия болған. Сондықтан бізден кейінгілерде жақсы жырлап жазып жатқан шығар деп ойлаймын, жаза береді деп те ойлаймын. Сосын өлеңнің өзінің болмысында жасампаздық бар. Жаңғыр өзін өзі жаңғыртып тұрады. Сонау ұлттық құнардан тереңнен тартып алатын тамаша ұғымдар болады. Рухани ұғымдар жаңғырады, сезімдер жаңғырады. Заманауи тілмен өлең жазып жүрген ешкімді білмеймін, болмағанда дұрыс шығар. Жалпы өзіміздің ұлттық қорымызда, манағы менің басында айтқанымдай, біздің жан дүниеміздегі сезімнің бәрін бере алатын нәрсе бар. Сондықтан сол нәрсе өлмесін, өлең өлмесін дейміз. Енді дәл осы кезеңде ең басты сұрақ қойылған жоқ сияқты. Өлең жазып жүрсіз ба деген нәрсе. Өлең жазып жүрген жоқпын. Жазып жүрген жоқпын өлеңді. Жазбаймын да деп ойлаймын негізі. Өйткені бұл өте ауыр іс қой. Жаңа айтқандай жазбауға мүмкіндік қалмаған кезде жазған дүние еді ғой. Ол деген өте азапты нәрсе. Мен жұрттың қалай өлең жазатынын білмеймін. Жұрт болып көрген жоқпын дегендей. Бұл өте азапты нәрсе. Жаңа айтқандай жылап, еңіреп, іші бауырың іріп тұрып жазатын дүние ғой. Өлеңнің алдында тізерлеп тұрып. Ал енді өзің 50-ге келіп отырып дегендей бар жұмысты қойып, жылап еңіреп, өлеңнің соңында отыра алмайтының да бар. Оның үстіне адам уақыт өткен сайын адам парасатқа көбірек бейімделеді. Мұқағалидың сөзі сөз. Поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады дейді. Сол парасатқа көше бастағаннан кейін адам біраз өзінің өмірін байсалдылыққа бұра бастайды. Ол да бар. Енді сақал күнге қарғандар да болады, енді қартайса да жаңағы көптеген сезімдерден арыла алмайтын, әсіресе жеңілтектік сезімдерден дегендей. Ол нәрсенде өзі бар шығар, бірақ одан да бұрын мен жалпы өмір бақи өлең жазам деп ойлаған емеспін. Басында айтқандай ғой, амалдың жоғына жазған адам болғаннан соң. Сосын осы Есенғали Раушановтың ғой деймін бір өлеңі бар еді. Өлең жазу қызық та, қиын да емес, жас 30-дан асқан соң деп келеді. Мен осыны естігенде таң қалған. Мен мысалға осыған ешқашан келіспеймін. Қызық және қиын деген екі ұғымның өлеңге не қатысы бар деймін да. Ол жазу деген сөзбен не қатысы бар деп ойлаймын. Өлең жазу қызық болыпты ма? О заманда бұл заман біреуге қызық па? Мысалы сізге қызық па өлең жазу? Қызық па? Менде ондай ұғым жоқ, мен оны түсінбеймін. Сол секілді өлең жазу қиын емес деген сөзі былайша поэзияның қиындығы деген ұғымды түсінемін, бірақ жазудың қиындығы деген сөзге түсінбеймін, өйткені жазбайсың ғой, жазылады ғой ол. Осы ұғымдарды, үш ұғымды біріктіруге мен түсінбеймін да. Мысалға, марқұм ол кісінде осы сөзіне мен қайран қалатынмын. Неге осылай жазды екен деп, бұл кісі сондай ақын бола тұра, неге бұлай жазды деп таң қалатынмын. Содан, мысалға менде ондай ой болған емес. Мен осы 30-дан кейін поэзия жазбаймын, немесе 40-тан кейін өлеңді қоямын деген секілді, өлеңді қызық алмайды ғой деген ой болған емес. Өйткені өлең маған онсыз да қызық болған емес. Ал бірақ менің соңғы өлеңім, әзіргі соңғы өлеңім, бұдан кейін де сол соңғы болып қалатын шығар. Ол менің 40 жасымда, яғни бұдан 10 жыл бұрын дүниеге келген Аллажар деген өлең болды. Ол Бекет атаға арнау еді негізі. Аллажар деген өлең. Осы өлеңнің тарихын айтайын қысқа ғана. Бұл кезең тағы да біздің өмірде бір қиын кезең дейін деп жатырмын. Негізі бәрі қиын болған, еш нәрсе оңай болған жоқ. Менің мемлекеттік қызметте жүрген кезеңім өте үлкен жауапкершілік арқаладық. Ең ауыр дін саласында жұмыс істедік. Ең ауыр дін саласының күйіп тұрған кезеңі, салафизм, ваххабизм әбден өріс алып тұрған кезеңінде сан түрлі секталардың, сан түрлі христиандық та басқа да дәстүрлі емес ағымдардың өршіп кеткен кезінде жұмыс істедік. Күндіз-түні кәдімгідей үйдің бетін көрмей жұмыс істеген кезіміз көп болды. Региондарда жүріп жұмыс істеген кездеріміз көп болды. Сонда
Осы кезеңде мен салафизмге тыйым салу туралы елбасына ашық хат жаздым. Енді бүкіл дәлелдемелердің барлығын келтіре отырып, аналитикалық талдаулар бәрін келтіре отырып, дінтанушы ретінде, саясат танушы ретінде деп те айта аламын, өйткені мен саяси органда неше жыл басшылық қызмет атқардым ғой. Соның бәрін жасай отырып, заңгер ретінде деп айта аламын, өйткені мен дін саласындағы 9 бірдей құжатты өз қолыммен жасаған адаммын. Заңнамалық актіні. Заң да бар, оның ішінде ережелер де бар. Соның барлығын сараптай отырып, салафизмге тыйым салу жөнінде 5-6 беттік хат жаздым елбасына, ашық хат. Енді оны жеке менің атымнан шығара алмаймын, ол менің атымды ешкім мысалға ерекшелеп танып елбасына жеткізбейді де. Сондықтан мен зиялы қауымды іздедім. Астана қаласындамыз әрине ол кезеңде де. Содан Астанадағы мен деген зиялы қауымда біраз адамдарға айтып көрдім, бәрі бас тартты. Бәріне жан керек, әшейінде қазақпыз деп жүргендермен, қазақ үшін деп жүргендермен көпшілігі бас тартты. Сонымен сол бір кезеңде, қателеспесем, тамыз айы болды. 2016 жылдың тамыз айы болған болу керек. Бір апталық шараға бардық, Ақтау өңіріне, Ақтау қаласының өзіне бардық. Маңғыстау облысына бардық, соның ішінде Ақтау қаласында болдық. Сонда Ақтау қаласында зиялылармен кездесу болды. Сол зиялылардың ішінде жасы үлкен кісілер де болды. Сол елдің ақсақалдары болды, сөз ұстарлары. Сол жерде мен ашық хатты айтып таныстырып, ол адамдарға қолдауын сұрағанда, Ақтаудың азаматтары бірінші болып соған қол қойды. Сөйтіп, біз сол кезеңде Ақтауда Берік Дәуенов бар, блогер, белгілі блогер, Бақтыбай Жайлау бар, ақын, ол да блогер. Сол азаматтармен бірлесе отырып, онлайн түнімен отырып 30 000 қол жинадық бір түнде. Сөйтіп, ол енді елбасына жіберілді онлайн түрде. Ал бізде енді сол қалпы кеткен нәрсенің кіргеніз бар да, шыққаныңыз жоқ қой, сол күйде қалып қойды. Кейін мен оны енді басқаша бір жағдайларда жарияладым, бірақ сол алғаш қойған адамдар сол құжат әлі күнге менде сақтаулы. Енді сондай жанкешті еңбектерді жасап, күндіз-түні жұмыс істеп болып қайтатын кез болды Ақтаудан. Қайтатын күні менің ұшағым таңертең еді. Ешқашан болмайтын бір жағдай болып, әдетте қонақ үйлерде жеке куәлікті көшірмесін алды да бірден қайтарады. Мен қайтарған деп ойлаған, олар да қайтардық деп ойлаған, қайтармапты. Сонымен мен оны білмеймін. Мысалға, шофер, жүргізуші шығарып салды. Аэропортқа келіп, регистратураға келген кезде бірақ біліп отырмын ғой, куәлігімнің жоқ екенін. Содан тез арада ана кісі қайтан кетті, бірақ 45-50 минуттық жол барып келуге үлгермейтінін жақсы біліп тұрмын. Не істесем де самолетқа үлгермейтінімді біліп тұрмын. Ал ол кезде жағдай былай болып тұрған. Ол ұшақпен мен Астанаға бара қалатындай емес еді. Ол кезде менің балаларым ауылда ата-анамның қолында болды да, олар ауылдан, Кентау жақтан Шымкент қаласына балаларымды, кәмелетке толмаған кішкентай 2 баланы, бірі 10-да шығар, біреуі 4 жасар болу керек та сол кезеңде. Соларды таксиге салып Шымкентке жіберген. Олар мені күтіп отыр. Мен анау ұшақпен Шымкентке жетуім керек. Содан соң 2 сағаттан кейінгі ұшақпен Астанаға ұшуым керек та. Егер мен жете алмадым ба, болды, балалар далада қалады. Сондай да қаупі бар. Ол заманда жаңағы не жоқ. Телефон жоқ әлі, онша дамымаған кезің балалардың қолында жоқ болды. Қысқасы байланыс жоқ, басқа жоқ. Осындай бір сәт болып тұрды да. Соны мен регистратураның алдында тұрмын, үміттеніп, бір уақыты келді, регистратура жабылды, болды, бітті, енді қабылдай алмаймыз деді олар. Олар кетті. Одан соң жаңағы неге барып, команданың экипажың басшысына барып оған жолығып келдім. Олар айтты, бір 15 минут қалғанға шейін келсе, әлі де болса жарайды, сізді өткіземіз деді. Ал енді 15 минут қалды, әлі жоқ. Мүлде жоқ, әлі келіп жатқан жоқ. Ең соңында міне ұшаққа 5 минут уақыт қалғанда экипаждың командирі шығып жатыр. Командир болғанда ол ішкі борт серік емес, сыртқы жұмыстарын басқаратын адам болса керек. Сол адам шығып жатыр, көріп тұрмын, оның шығып енді кеткелі жатқан. Жалт қарасам естен кіріп келе жатыр жаңағы. Жүргізуші кіріп келе жатыр. Ала салып, үлгерем ба дедім ғой ана кісілерге. Сөйтіп ол біреуге хабарласты. Ана кісілер келді ма, табылды ма деп. Жоқ деді. Сосын жүріңіз деді. Мен енді баяғыда жағы отырғызу бәрі аяқталып қойған дегендей. Ол кісі мені шығатын бөлек есіктер болады ғой. Әдетте вип есіктер болады. Сол жаққа қарай алып барды випқа. Сонымен сол жерде тұрған кезімізде мені апарып тұрғанда көлік шақырып қойды мен алып баруға. Сол сәтте 1-2 кісі алқын-жұлқын жүгіріп жетті. Мен негізі жаңағы кешігіп тұрған сәтте тағы ойлап тұрмын ғой. Әй, Бекет ата, енді қалай көмектесер екенсің деп қоям ғой. Міндетім бар да. Енді еңбегім сіңгеннен соң міндетім бар деп, еңбек етте міндет ет дейді ғой қазақ. Және Бекет атаның тұқымын өсіріп отырмыз өзіміз дегендей. Сол рух үшін қызмет етіп отырмыз. Бекет ата қаншама арнауымыз бар. Сөйтіп тұрғанмын ғой. Сөйтсем таңғажайып оқиға сол, жаңағы екеуі Кавказ ұлттарынан екені көрініп тұр. Екеуі ұшаққа тіркеліп қойған, регистратура бәрінен өтіп қойған, бірақ сол айналдырған кішкентай ғана аэропорттың әуежайдың ішінде шығар есікті таппай жүре берген ғой.
1 сағат бойы адасып жүрген. Мен келдім, менен кейін олар келді. Содан үшеумізді машинамен апарып кіргізді, кірген сәтте самолет қозғалып ұшып бара жатыр. Сөйтіп сол кезде бір үлкен, бәрібір керемет құдірет деген нәрсе барлық уақытта жүреді да. Сонда ұшақта отырып туған өлең еді, Алла жар деген өлең. Сонда сол өлеңмен менің әзірге поэзиядағы нүктем қойылып тұр. Алла жар да өзі бір ең соңғы арманды айтқан өлең іспетті дүние. Қазір менің есімде болса оқиын, есімде болмаса оны жалпы титрдан беруге болады кейінірек. Ол сондай бір өлең. Бұл қандай еді? Өзі Алла жар деген атпен тағы бір өлеңім бар. Бірақ мен оған атты кейін қойдым, Алла жар деп. Ол мынау қаңтар оқиғасына байланысты дүние еді, бірақ ол бұрын шыққан дүние. Бірақ 15 жыл бұрын жазылған болса да, 15 жыл емес, 20 жылдай бұрын жазылса да, қаңтар оқиғасын бүкіл болмысын көрсеткен өлең болды да ол. Сондықтан мен оны Алла жар болсын қазаққа деген атпен солай ат қойып шығардым. Негізі менің Алла жарым жаңағы ең соңғы жолдар ғана қазір есіме түсіп тұр. Осы ойлардың бәрінен туындаған дүние ғой. Сыналар шақта шын елім, біргер шақта білегім, түрлер шақта түнегім, жүгінер хаққа жүрегім, Алла жар сұрап Алладан, пірлерден медет тіледім, деп аяқталатын еді. Міне әзірге осы өлең біздің поэзияның нүктесі болып тұр. Бәрекелді. Айнұр апай, енді сан хикмет, сан ой сапырылысып жататын тірлік үздіксіз осылай іркес-тіркес ойлар ағымымен келіп жатса да, біздің көрермендер, біздің тыңдармандар сіздің ішкі қазынаңызға, ішкі әлеміңізге әлде дендей түскісі келеді. Бірақ шығармашылық қуатпен бірге елдің бүгінгі рухани мәселесіне нүкте қойып жүрген, соның ақ-қарасын айырып жүрген азамат ретінде өзіңізге айрықша алғыс білдіреміз. Құрметті ағайын, ардақты көрермен, Айнұр апайымызға шығармашылық табыс тілей отырып, бүгінгі бірінші өнегелі де мәнді салиқалы сұхбатымызды осымен тамамдаймыз. Келесі санда жүздескенше аман сау отырыңыздар.